неблагодарный жұмыс қой мұғалім деген. Мен өлсем де мұғалім болмаймын деп айтқанмын ғой негізі. И дети перед ними бегут, и они так обнимают, и дети плачут, родители плачут, там папалар просто в слезах, типа, балам, жаным. Минут 5 вот просто весь зал плачет. Сейчас дочка учит меня, как быть хорошим папой. Если родители садовники, то мы не должны считать, что мы выращиваем какой-то, не знаю, цветок. Нам уже подарили готовый цветок, и наша задача познать этот цветок, познакомиться. Кто его зажег? Учитель. Учитель, который горел сам, верил в каждого ребенка. Но как наполнить тогда, когда я сам пустой? Все-таки бәрібір мұғалім маңызды дейді да жаңағы. Сен қателессең, сенің қателігің жердің астына кетеді дейді. А мұғалім қателессе, оның қателігі жердің бетінде жер басып жүреді дейді. Қарым-қатынасты ол ауа сияқты дейді. Біз таусыла бастаған кезде ғана іздей бастаймыз дейді. Ассалаумағалейкум, құрметті біздің көрермен, педагогтар, ұстаздар. Кезекті рет алдарыңызға шығып тұрмыз. Өткендегі бізге бір формат ұнады, сол форматты одан ары тестілеп, одан ары жалғастырғымыз келеді. Әдеттегідей сіздерге пайдалы болады деген сеніммен еліміздегі білікті мамандарды шақырып отырмыз. Әлібек мырза. Әлібек Маратұлы, Қалам Шам мектептерінің құрылтайшысы. Бізге осыдан бір келгеніңізге рахмет. Одан кейін Асхат мырза. Асхат Абжанов, отбасылық коуч, «Мой маленький учитель» кітабының авторы, жаңа ұрпақ лагерінің негізін қалаушы. Сұхбатта Асхат мырза мен Әлібек мырза бала тәрбиесі, баламен қарым-қатынас туралы әңгіме өрбітті. Енді бұйырса бір сондай бір мазмұнды сұхбат болады деп сенемін. Тақырып қандай деп сұрап жатса, бізде тақырып ондай бір еркін негізі. Жалпы педагогиканың маңайында педагогқа, ұстазға, мұғалімге, мүмкін тіпті ата-анаға бір пайдалы дүниелер айталсақ, соң сол бір құндылықты жеткізу үшін қай тілде болсын сөйлей беру менің ойымша енді бір маңызды емес. Әйтеуір бір ойды жеткізіп дәнін егіп берсек болды деген ой. Сіздерге алғыс айтамын келгендеріңізге. Сосын осы нені бірден бір пайдаланып, мынандай бір кішігірім сіздерге сыйлықтарымыз бар. Біз Сухомлинскийдің «Балаға жүрек жылуы» деген кітабын қайта шығарып жатқанбыз. Енді ол бұрын шыққан, жарты ғасыр бұрын шығып қойған кітап. Бірақ біз өзімізше соны бір қайта бір дәріптеп, қайта бір жаңғыртуға тырысып жатырмыз. Менің сүйікті кітаптарым бірі. Жалпы Сухомлинский андай бір сүйікті авторым. Соның ішінде осы кітапты бір жылына бір қайталап тұруға тырысамын. Андай бір мына заманда бір нарықтық заманда дейікші, андай бір құндылықтарың бұзылып бара жатқан кезде қайтадан бір есіме калибровка жасап қоятын инструмент сияқты көремін өзім соны. Ішінде тәрбиеге қатысты даналықтар көп деп ойлаймын. Соны бір одан әрі дәріптесе. Кітап енді бүгін шығып жатыр. Бүгін біз әлі өзіміз көрген жоқпыз, қолымызға түскен жоқ. Мына жерде кітаптың өзі емес. Кітап деп үміттен қалмаңыздар. Ішінде блокнот. Ішінде блокнот. Бұл кісі балаларға тапсырма берген кезде балалар ойларын жазып жүрсін деп күнделік арнатады. Сол күнделіктің атын орысшадан біз қазақшаға сөз сандық деп аудардық та кітапты. Мынау блокнот енді сіздерге сондай бір сөз сандық болсын деген оймен, соң мынау шақыртуымен, мынау Әлібек мырза сізге. Рахмет. Микрофон үшін. Мынау Асхат мырза сізге. Сізге күшті екен, подкасттың басында подарок бересіз. Сразу жүрек жаулап аласыз. Жүрек жаулай алсақ қуанамыз. Бұйырса шараға келе алсаңыздар тіптен қуанамыз. Амандық болса енді кітап шығып жатқан кейін тағы да бір жүздесе жұтармыз. Ашуға бола ма? Мархабат, не жоқ. Ешқандай не жоқ. Көп рахмет. Қандай бар? Келіп ескеріп. Жыртып ашуыңыз керек болады. Өзімді педагогпын деп обычно негізі айтпаймын, бірақ шақырғандарыңызға рахмет. Неге педагогпын? Негізі педагог емеспін. Мамандығыңыз? Мамандығым. Бірақ педагогика саласында 10 жыл болып жүрміз ғой, 10 жыл осы салада жүрмін. Бірақ енді өзімді педагогпын деп санауға ұяламын деп жатқаным ғой. Менің ойымша педагогиканы оқыған кісілер бар, педагог емес. Ол қатты жақсы емес. Жоқ, самооценка нормально. Жоқ, анау не жағына қысылмай айта беріңіз, күшті ғой педагог деген. Мен андай бір самочувствие жақсы, просто мен нені айтып жатқаным ғой, мамандыққа қатысты айтып отырмын. Мамандығыңыз қандай құпия болмаса? Архитектор, сәулетшіміз негізі. Бір қызық айтып беремін. Бірақ мектеп салу, мектеп ашу барысында пайдасы тиіп жатыр ғой. Архитектураның ба? Стикер көрінген. Сөз сандық деп жазып қойған. Сен неге кітап жазбайсың деп кеңес берген адамдар аз болмады. Мен кітап жазбаймын деп ойлаймын. Неге? Өйткені мен қандай да бір ойды айтқым келетін болса, және қандай да бір тақырыпты ашуға лайықтым деп санайтын болсам, ол дүниелердің бәрі айтылып, жазылып қойған. Сол кітап жазбауыма себепші бірден бір кітап, ол Сухомлинскийдің «Балаға жүрек жылуы» кітабы.
бұл өте бір құнды кітаптардың бірі деп санаймын жеке өзім. Менің әкелік тәжірибеме бір оң ықпалын берген бірден бір себепші, жыл сайын соны қайта ашып парақтап, тәрбиедегі бір құндылықтарды, қазықтарды қайта реттеп қағып отыруға кәдімгідей құрал ретінде қолданамын. Өкінішке қарай бұл кітап осыдан жарты ғасырға жуық уақыт бұрын шықса да, қазір қолжетімді деп айта алмаймыз, яғни қазір кең тараған деп айта алмаймыз. Содан да біз осы командамызбен кітап шығарамыз деген кезде алғашқы кітап ретінде осыны ұсындық. Өте бір пайдалы кітап деп сенемін. Әсіресе ата-ана болсаңыз да, педагог болсаңыз да, баламен қарым-қатынасыңыздың сапасын еселей алатын бірден бір себепші деп үміттенемін. Содан да біз осы кітапты өзіңізге ұсынамыз. Егер осы бағыт сіз үшін өзекті болатын болса, төмендегі сипаттамадағы сілтемеге өтіп, кітапқа тапсырыс бере аласыз. Өзіміздің бала алдында бір қызметіміз үшін, әрекетіміз үшін өкінбейтін есейген ересек болуды жазсын. Рахмет. Бұйырса сіздерге де сондай бір ойларыңыздың құнды негізі сандығы блокнот болсын. қатты не, мен қанша электронды неге өтуге тырыстым, бірақ бәрібір блокноттың несі бөлек та. Еще анау қолмен жазған кезде мимен ментально қатты байланыс болады екен. Сондай нелер бар. Біздің миымыз жазуды ғана маңызды әрекет деп санайды дейді ғой. Ана тайпингнан бәрі мынау да саналмайды маңызды. Миымнан маңызды деп саналмайды. Наны ғана маңызды деп Таңда санайды. вот блокнотқа отырып түсіресің ғой мидағы нәрселерді. Басқаша бір не болады да. Бір полкалар мидың реттеліп қалғаны сезіледі. А вот электронныйға қанша бір нәрсе жазасын түртесін, ондай не болмайды. Анау архитектор, сәулетші бір не айтсаңшы, Ұлыбританияда бір зерттеу жасалған мектеп директорларына қатысты. Қандай мектеп директоры шынымен нәтиже бере алады деген мақсатта. Бұл кісілер директордың типтарын шығарады. 6 тип шығарады. Директор философ деген бар, мысалы білім беру туралы күшті сөйлейді, бірақ істей алмайды. Хирург деген бар, бәрін кеседі, бюджетті бәрін қырып жойып жүріп істейтін адам. Солдат деген бар, кәсіпкер деген бар, типтар қызық. Мына 6-ның 5-еуі пайдасыз, зиянды ғой. Мектепте керісінше құлдыратады. 6-шысы шынайы білім беру жүйесіне пайдалы болатын, әсер ететін, соны архитектор деп атағанда бар. Сол ғана мектепте пайдалы дейді. Бірақ ең орысша айтқанда непопулярный вид қой, тип қой аналар. Архитектор директорлардың 90% екінші жылы жұмыстан шығарылады. Өйткені оның істеп жатқанын түсіне бермейді адамдар. Білім басқармасы басқа. Ондай бар енді. Сонымен мынаны босатайықшы деген сияқты түсініспеушілікпен қарайды да. Архитектор дегеніңіз есіме түсіп кетті. Біздің дәстүрлі сұрағымыз бар. Содан бастасақ. Енді ұстаздық мәселесі болып жатқаннан кейін андай бір сіздердің қалыптасуларыңызға бір әсер еткен менторларыңызбен, ұстаздарыңызбен бір бөліссеңіздер. Олардың бір атын атасаңыздар, мүмкін бір еңбектері бар шығар, немесе олардан бір алған бір даналықтарыңыз. Түсіндіре алдым ба? Орысша, қазақша еркін. Сіз ғой үлкенсіз. Мен атақты ұстазым, ол Шалом Аманашвили, Шалом Александрович, живой классик. В общем, орысша айтсам, да? Нормально. Первое знакомство. Сразу. Бірінші кездесу, бірінші сабақ. Приезжаю в Грузию, и с другом стоим, ждем Аманашвили. И вот на горизонте появляется силуэт. Такой грузинский аташка, как из сказки. С тахьямен. И так плывет по земле. Так. Не двигается, а так плывет на горизонте. Я смотрю, думаю, как так? Не могу понять. Приближается, и вот не так, а вот так вот ровно. Потом, когда приблизился, смотрю, как на гироскутере. Под ногами гироскутер. И вот так вот. Стористе көрдім. Вообще, да? Мощно. Гидроскутер жүреді ғой кісі. Еще ручкасы жоқ, чисто вот так аяқпен управляет. Не оны, күтпедім оны. Гироскутер өзі 93-те ме? 94-те. 94-те ме? Подъезжает и так улыбается. Здравствуйте, здравствуйте. Я говорю, как зовут тебя? Я говорю, Асхат. Асхат. А что означает твое имя? Спрашивает. Я говорю, Асхат с арабского переводится «самый счастливый». Он говорит, очень, очень хороший смысл. И он говорит, береги свое имя. Береги свое имя, потому что это имя ты передашь наследство своим детям. И когда они вырастут, они будут заходить в какую-то организацию, на работу, там, да, куда-нибудь на встречу. И у них будет спрашивать, а чей ты сын? Чья ты дочь? И они скажут, я дочь и сын Асхата. Если Асхат будет хорошее имя, авторитетное, то перед ним будет дверь открываться. Если у твоего имени будет плохая история, плохая репутация, перед ними двери будут закрываться. Поэтому, говорит, это лучшее наследство, которое ты передашь своим детям, свое честное имя. Поэтому береги его, пожалуйста. Говорит. Пусть оно будет красивым, честным. Пусть об Асхате говорят хорошо, хорошие слова, хорошие мысли. Жақсы әкенің аты жаман балаға 40 жыл азық деген бар. О, сол сияқты, да.
жаман И вот бала. сразу вот прям сходу первый урок тыщ, так жүрегіне сразу тык. Мне кажется, это вот один из самых лучших ответов на вот этот вопрос. Это у нас как традиционный вопрос считается. Но у нас часто вот вспоминают имя, но вот урок, который они им дали, вот этого всегда не хватало. Мне кажется, это прям самый хороший ответ. Да, рахмет. Рахмет, күшті. Әлеке сізде? Да. Енді қалай Ұстазыңыз айтуға кім болады? екен? Мен енді білім саласына вообще педагог осы неге ағартушылық салаға келуге енді әртүрлі факторлар әсер етті. Білмеймін, может менің өзім нем шығар деп ойлаймын кейде. Не үшін мен негізі мен шынымен архитектор болуды кәдімгі армандап құрылысты менде әлі де бар андай. Мысалы бір ғимарат көрсем воображение кетіп қалады. Бір құрылыс болып жатса оны уже 5 жылдан кейін қалай болатынын елестетіп тұру болады енді бір қияли нелер ғой. Жаңа түсінбейді деген рас та, көп адам деп жүр. И бірақ 10-шы сынып қателеспесем мектепте жүрміз, бір мұғалімдеріміз бар еді, физика, биология, енді андай болады ғой, енді Құдай кешірсін, біз қатты қадірін білмейтінбіз ол кісілердің. Үсті бор болып жаңағыдай тақтаға сабақ түсіндіріп, біздікілер енді біз енді ол кезде сол неде 2009-10 сол жылдар, 15 жыл бұрын, и шулап сабақты қатты неғылмай, енді жартысы оқыса арттағылар ойнап сондай болып жатады. И сол кезде мен өзім размышлять ететінмін, ойланатынмын да, қарап отырып, мен неблагодарный жұмыс қой мұғалім деген. Мен өлсем де мұғалім болмаймын деп айтқанмын негізі. Сол жерде айтқам, сол есімнен кетпейді. Білмеймін, бұл салаға келуім бір не сияқты. Сол жерден басталған сияқты да. Айтады сен никогда мынаны былай істемеймін деген нәрсені істейсің дейді. И алла тағала енді солай бір нәсіп қылған сияқты бұл саланы. Ал енді білім саласы и вообще қалай болды деген кезде сол 2011 жылы енді тұлғаға қатысты айтатын болсам, ауылдағы мектеп, кәдімгі барақ мектеп қой, пол түсіп жатқан. Бірақ іште бір арман бар, кету керек, шығу керек ауылдан. Алматыға ма, Астанаға ма, бір арман қуып тұрмыз. Енді қарап жүрмін өзім, сәулет бойынша қандай университеттер бар, Астанада енуді көздеп жүрмін деген сияқты. И сөйтіп ұбт-ға дайындалу керек, 10-шы сынып бітті, 11-ші сыныптың басы сентябрь ойланып жүрміз, қайда барамыз. Ол кезде андай дайындық орталықтары ештеңе қатты дамымаған кез, тек қана достық деген білім беру орталығы бар, немесе жеке дайындайтын репетиторлар бар. Сөйтіп бір күні далада 3 сабақты әңгімелестірген, үлкен қоңырау болатын еді, 15-20 минут. Турник бүрісе орып жатырмыз жаңағы нелермен, класстастармен. Бір кезде мынаяқтан бір шустрый біреу, поход кісі жүрісі шустрый, прям қолында барсет кісі бар, орып келатыр бір кісі. И қарасам, келатыр да, енді былай танымаймыз ғой. Опа, мына кісі кім болды екен деп взгляд тасталды. Ладно, сосын өзіміздің 11-ші сыныптың ұбт-ға жауапты, бәріне жауапты мұғалімдер болады мектепте. Сол жинады бәрімізді. 3 сыныптың бәрін жинаңдар, қазір бір агитация болады, бір білім беру орталығының несі рекламасы болады деді. Сөйтіп бәріміз жиналдық. И соң жаңағы Әлбек Қамбарұлы, қазір 125 high school деген 18 филиалы бар Қазақстанда, сет мектеп бар ғой. Сол 125-тің основателі ғой. Ол кісі сол жылы 125-ті ашқан, 2011 жылы. Өзі Таразда жаңа КТК деген бар, Қазақ Түрік колледжі, соны бітіріп, и жаңағы тоже оқуға түсе алмай қалған. Ол кісі де жаңа бүкіл группасын бәрі шетелге түсіп кеткен, анаяққа түсіп кеткен. Бұл кісі ұбт-дан тоже төмен балл алып қалған. Не нуға түсе алмаған, анаяққа түсе алмаған. Сонымен не істеймін дегенде қолымнан келетіні балаларға бір не берейін осындай. Түсе алмай қалатын немесе төмен алып ешкім сенбейтін деген сияқты. Ол кезде бізде сондай еді ғой. 10-11 жылдары ата-ана ағамыз былай айтатын. Біздің мотивация сондай еді ғой. Грантқа түссең түстің, түспесең мал бағасың. Или біздің мотивация сондай еді деп ауылдан шығудың деген. И вот сөйтіп сол кісі 3 сыныпты жинаған кезде кіріп келді да. Сол кісі Әлеке болған ба? Әлбек Қамбарұлы. Барсеткамен да? Иә, барсеткамен шустрый. И несі бар? Mitsubishi бір машина бар, тоже бір андай таксовать етіп жүрген, кейін айтып берді историясын ағайымыз. Сол машинамен еще параллельно кешкісін таксовать етеді, енді подработка ол кісі де ақша тауып жүрген. Сөйтіп ана білім орталығын еще бір 2 кабинет немен ашқан ғой, жаңа автошколаның ішінде ашқан да. Андай ойын жасаған ғой, автошколаға в основном адамдар оқуға келмейді, а ол күндіз бос тұрады, ал автошколаға да керек, как раз адамдар келіп тұрған, не подозрительно да. Сөйтіп курсты сол жерден ашқан да, 125-ті. Негізі визитка таратады, 125 білім беру орталығы, орталықта деп, адрес жоқ та. Қайда орталықта? Иә, орталықта пока әлі шешілмеген ғой, нақты адрес. Пока реклама жасап жүрді. Таза кәсіпкер кісі ғой. И сөйтіп сол кіріп келген кезде кабинетке опа, и сосын түсіндіреді ғой, жаңа ұбт, PPT, CPT, IELTS. Ол кезде IELTS дегенді естімегенбіз, жаңа уровень, әңгімелер, енді бір как будто
андай болады ощущение, не таппай, бір нәрсе түсінбей таппай, бір вот мына жаққа бару керек деген нәрсе таппай жүрген кезде келген кісі сияқты болды да. Сөйтіп сол кісімен солай танысып, сол жерде мен 125-тің ең алғашқы оқушысы болып бардым. Сол кезде біз 38 оқушы бітірдік курста сол жылы. Сол 38 оқушының ішінде ағайымызбен, аға мен іні сияқты, ұстаз шәкірт сияқты араласып кеттік. Ол да бізді ауылдың баласы болғаннан кейін, біздің де андай ауылдың баласының бір несі андай болады ғой, отбасылық құндылықтар, аға мен іні, үлкен кішілік қарым қатынастар қалаға қарағанда бір жақсырақ бола ма, бір ол кісіге де біз аға деп тұрдық, біз де бірдеңе алайық деп тұрдық, андай інілік танытып тұрдық. Қаладағылар андай ғой, бандитский болып кішкене андай қатты не істемей жүреді ғой. Біз сабақтан кейін қалып ол кісінің ақылын тыңдап, ол кісі мотивация береді, оны тыңдаймыз, андай жанып жүрміз ғой. Содан басталды. И сол кезде бір жыл бойы бізбен жұмыс істеген кезде ол кісі просто так курс емес, андай не болды, білім ұбт-ға дайындық емес, бізді бүйтетін енді. Ол өзі де бойдақ, уақыты бар, енді андай мотивациямен ашқан ғой енді білім орталығын. Аптасына 2 рет 3 рет. Ол кезде телефон сотка әлі қатты дамымаған кез, үйде домашнийға звондайтын да, кешкі 11-12-лерде. Қалай ұбт-ға дайындалып отырсыз ба деп. Мотивацияны түсіріп жіберме. Сен қолыңнан келеді, осындай. Енді ана қанша оқушы бар, саған сөйтіп жеке көңіл бөледі жаңағы. Сөйтсем бәріне звондап шығады ғой. И вот сол кездерде уже андай бір ощущениелер болды. Бір жыл оқу бітіргеннен кейін ол кісімен бізде қарым қатынас уже андай аға мен іні, ұстаз бен шәкірт сол сияқты. Кейін оқу жылында мен Астанаға ЕНУ-ға түсіп кеттім, архитектураға, құрылысқа. Одан кейін де араласып тұрдық та. Кейін түсініп жатырмын, что ол кісінікі ұстаздық болған да. И былай айтқанда білім саласына келуіме сол кісі ғой былай айтқанда әсер еткен. Кейін 125-ке шақырды. Енді ол шәкірттерінің, оқушыларының ішінде потенциальный көрген ғой. Басында мен отказ беріп қашқан кездерім болды. Мен білім саласына мен түсінбеймін ғой деген сияқты. Бірақ ол жоқ, сен қолыңнан келеді, кесей деп. Білім саласына сөйтіп кіріп кеттіңіз бе? Сөйтіп оқу бітірдім мен 2016-да. Енді ол 4 жыл оқыдым Астанада, ол жақта да істемеген неміз жоқ, әртүрлі кәсіп, подработка, сетевик болды, қаны болды. Енді ол бөлек әңгіме. Сөйтіп 2016 жылы ол кісі мен оқу бітірген кезде как раз YouStudy проектісі бар Қазақстанда. Жанат Рахмани деген ағамыз ашып, сонымен бірігіп жатты 125. Сол кезде бүкіл Қазақстанға менеджерлер, топ менеджерлер керек болған. Сөйтіп мені қайта шақырды. Соны мен де ойландым. Енді бір ортада өзімде де бір нелер болды. Как істеп жүрген жұмысымнан бір андай духовный дейді ғой. Мән таппай, мағына таппай жүрген кезім. Мен той саласымен айналысып жүрдім да. Сөйтіп осы салаға кіріп кеттік 2016-та. Ақтөбеден бастап. Сөйтіп 2016-да бастадық. 9-10 жыл болып қалды. Күшті. Керемет екен. Сіздің білім беру салаға келуіңіз жайлы бір сөйлесіп көрсек. Қателеспесем, лагерьден бастадыңыз, 10 жыл болды, ол лагерьдің қазір болып жатқанда. Мен ойымша көп біле бермейді оны лагерьді. Сол бір лагерьді бір ашып түсіндіріп берсеңіз, как все начиналось, что оно из себя представляет именно как продукт для родителей и для самих подростков. Жаңа ұрпақ лагері, такой лидерский лагерь. Случайно попал туда. Вообще, до этого бизнес тоже был, там IT-компания, автомойки, клининговая компания, тоже себе искал разные ниши, разные сферы. В IT-сфере 5 лет работали тоже. Приложения делали, сайты делали для мегацентров, для BI-групп, для крупных компаний. Потом чувствую, вообще не мое. Думаю, что делать? Потом вспоминаю, в студенчестве был период, 1 год работал у Ганим Китаевича, сейчас он министр просвещения. У него был центр образовательный, ЭТХ-КЗ. Я туда попал на работу. Была там организация Тарлан, Союз молодежи Тарлан. Вот меня назначил президентом Тарлана. Давай, говорит, работай с детьми, с старшеклассниками. Активный болғансыз ғой деймін. Да, сол кезде активный болған. Да, там субботники проводили, детские дома ходили, футбол играли, там тренинги, мастер-классы. И я вот вспоминаю тот период, думаю, это был самый лучший период в моей жизни, самый яркий. Денег особо не было. Зарплата была что-то типа 40 тысяч тенге. Вы еще сами студент тогда или уже закончили? Там был 4-й курс. А это уже мне тут лет 25, наверное, 26. Я думаю, чем заниматься? Бизнес не нравится, IT не мое. Казгода оқыдыңыз, Ага. Потом думаю, вот этот Тарлан был самый лучший классный период. Думаю, попробуй снова. Бірақ опытым жоқ, официальный диплом жоқ, педагогтың дипломы. Официальный диплом туризм. Первая профессия, бірінші мамандығым туризм. И потом как раз у нас офис был в технопарке Казгу. И летом общежитие пустые, я думаю, попробую что-то типа лагеря провести. И поток провели, получилось.
28 детей, первый поток, с Ниша и 92-й лицей пришли. Условия никакие. Мгм. Общага М. студенческая, столовая студенческая, стадион такой, жайский, в общем. Ешқандай условия жоқ, бірақ программа Қай мощная. жылдары 2015 жыл. 15 жыл. Да. Круто. И вот на выпускном дети говорят, мощный лагерь, самый лучший лагерь в жизни вообще. Мы во всех лагерях бывали, это, говорит, самый лучший лагерь. Я такой, о, прикольно, что-то получилось. Потом второй попробовал, потом третий раз и понял, все, вот это моя тема. М. 7 дней, тренинги, игры, квесты, там, с родителями, с детьми работаем. Вот так вот 10 лет работаем уже. Получается, детям все вот эти условия не нужны, Да, Да, которые мы думаем, да? да. балалар негізі жалпы адамдар қазір жалпы комфорттан шаршаған сияқты бар ғой негізі. Иә, ол да. Тогда, по идее, условий не было. Может быть, можно было комфорт, ну, Мгм. по факту не могли комфорт сделать. Иә. Тогда придумали правила. До сих пор правило работает. Мы говорим так, дискомфорт, кайфуй. Закон Жана Урпах. Мы говорим, если тебе дискомфортно, что-то не нравится, не получается, боишься, кайфуй, ты еще развиваешься. Мозг работает лучше вот так. Мгм. Мы тогда как бы для себя придумали такое правило, чтобы оправдать вот эти плохие кровати, вот эти еду невкусную. вообще адамның болмысын жаратылысы сондай дейді негізі анау жәннаттан адам ата мен Мгм. хауананың жер бетіне түсуі олар ол жақта комфортта болды дейді да Мгм. зона комфорт. А зона комфортта адам потенциалы ашылмайды екен да Окей. сондай бір хикмет бар екен. Бұл жақта біз зона комфортқа кіре бастасақ деградацияға кетеміз. Өзімізге қолдан дискомфорт жасау керек екен да. Мысалы анау успешный олигархтар, үлкен адамдар жаңағы сол нені тонусты жоғалтып алмас үшін таңертең өзін қинап азанда ерте тұрады, спортпен айналысады, айронмен болады. Анда Да. мидағы бір зона бар, мындай, который проактив деген нені беріп тұратын. Сол всегда в тонусе жаңағы движение болу үшін сондай адам дискомфортты қолдан жасау керек екен негізі. Сол нені- Қазіргі жобалар туралы бір екі айтып кетесіз ба? Қазір қандай білім беру саласында қандай жобалармен айналысып жатсыз? Асек, аяқтадыңыз ба ойыңызды? Жоқ, только бастадым. Жоқ, мен бөліп жібергендей болдым да соны естіп жатқанмын. Сол, вот лагерь, лидерская Всё. программа, тренинги. Каждый раз улучшаем, дорабатываем. Ну, по сути, результат какой? Повышение самооценки. Мгм. Приходят такие неуверенные, не знают, что хотят, учиться не хотят, двигаться не хотят, там, спорт не хотят. После лагеря такие, энергия прет. М. Все, я хочу, я смогу, я сделаю. Там, лидерами организации становятся, там, в соревнованиях выигрывают. Это вот первый, наверное, плюс лагеря. Второй, с папой, с мамой, родители. Мгм. Отношения, карам-катнас улучшается. Мгм. Потому что приходят обиженные, вот мама не понимает, папа такой, мама Мгм. сякой. Потом там тренинги есть про родителей, они там письма пишут, там сжигают обиды свои. Потом пишут письма благодарности, родители читают на выпускном, потом плачут, желают, типа, неужели это мой ребенок написал? Негізі көреміз ғой сіздер масқара атмосферный болады ғой нелеріңіз. Постоянно желай береді. Ана Нас это бір слишком апта ма наше. 10 күннен кейін мамалар мен ата аналар мен балалар жолығады ғой лагерьден кейін. Ана енді анау бір 2 жылдан кейін армиядан баласын Да, күтіп да, алған сол сияқты сияқты. солай жылап тұрып не істейді да. Андай екеуі де ата ана да баласын сағынған, бала да ата анасының қадірін түсініп келген. Прям это күшті сезіледі. Меніңше сіздер неде болды ма анау 7 жылдық неде атап өту кешінде. Туған күнінде. Да, туған күнде. Еще в лагере, получается, без телефона же. Телефон жоқ, Да, байланыс сол. жоқ. Пап, мама ешкім звондамайды. И родители, у них ломка. Мгм. Они скучают. Дети Не у скучают. детей, а у родителей ломка, да? У родителей ломка. Бывает, мамы приходят в лагере так вот, за забором стоять и ждут, типа, спрашивают, что, не келдіңіз? Ну вот просто постоять, посмотреть, типа, вдруг увижу ребенка. Гиперопека ғой еще, да, қазір Переживает страшно. Страшно переживает. И вот 7 дней у них ломка. Дети нормально кайфуют без родителей. Тем более подростки в основном. И вот выпускной. Да, собираются родители, детей нет пока. Тренинг провожу, там, про авторитарное, про гуманное воспитание. Они понимают, да, здесь надо так, здесь надо так. Потом давайте все встаем. Все встают, я говорю, закройте глаза, включается музыка. Я говорю, представьте, вспомните, как вы ждали ребенка, когда вы были беременны. Они такие уже начинают вспоминать. Я говорю, помните, как родился ребенок, его первый плач, его первый шаг, первый там, как он упал, коленку разбил, как плакал, как его обняли. Уже начинают плакать. Потом говорю, все хорошо, первая пятерка, первый там, она, все эти события. Я говорю, потом становится подростком, и как будто ребенка поменяли. Первая ссора, первые эмоции, там дверью хлопает, а они вспоминают вообще все в слезах. И папы, и мамы. Я говорю, и вы отправляете в лагерь Жана Урпах, какое-то волшебное место, в надежде, что ребенок поменяется. И вы ждете его, вы готовите слова, которые вы скажете ему, вы готовите объятия свои, и вы ждете, когда вы встретитесь с ним. А дети потихоньку заходят на сцену. И я говорю, вот если бы вот сейчас ребенок был бы рядом, что бы вы ему сказали, как бы вы сказали? Я говорю, откройте глаза, открывают,
и дети перед ними бегут, и они так обнимают, и дети плачут, родители плачут, там папалар просто в слезах, типа, балам, жаным, жақсы көрем сені, прости, что я тебя ругал, там, он говорит, папа, ты самый лучший, мама. Минут 5 вот просто весь зал плачет. Потом на сцену выходит, там танцуют, поют, там выступает. В общем, асекелер эмоцияны мықты береді бар ғой. Біздің фишкасы Енді эмоция. анау қазіргі заманда ата аналар неден бір ең бір ата ана ғана емес, жалпы барша адам ең бір айырылып бара жатқан заттары сезім ғой. Иә. Сол сезімдерін Шығара алмаймыз, көп адам айта жылатқан алмаймыз. сияқтысыз ғой негізі. Көп адам жылатқан сияқтысыз ғой деймін. ютубты қарасақ та. Иә, бұл кісі жылату мастері ғой. Жаңа бір проекттеріңіз туралы айтып жіберсеңіз, содан кейін бір тақырыпқа Дәл қазір бізде проекттер қалам деген мектебім бар. 3 жыл болды, осы 2022-де бастап ашқанбыз, бастауыш қылып. Бастауыш болып басталған, Бастауыш болып басталған басында. Енді қалам деген атты сол бастауыш несімен қойғанбыз. Алғашқы қаламыңды қаламда ұста. Сосын жаңағы енді қалам деген не ғой, жаңағы неден кейін, оқудан кейінгі жаңағы жазудың бір несі деген сияқты, білімнің бір неге түсетін, параққа түсетін деген сияқты. Сондай бір ниетпен қалам. И одан кейін мен негізі 2022-ге дейін неде болдым, 125 High School компаниясында вообще управляющий болып, сол жерде Әлбек ағайымызбен 6 жыл 7 жыл бірге жұмыс жасадық. High School'дар аштық, дамыттық. И маған уже не келді, ой келді. Уақыт соған келген сияқты, балалармен ертерек айналысу керек сияқты, тек 11-де емес деген сияқты. Сөйтіп бір ойлар келіп, бастауышқа қарай түсу деген сияқты. И сөйтіп Әлбек ағаймен ақылдасып, сөйтіп батамды алып, ояқтан кетіп, и жеке жаңағы қаламды аштым. Сөйтіп қаламды 11-ші сыныпты 5 пен 11-ді кейін қостық тағы, ата-аналар сұрағаннан кейін. Қазір толық 11-ші сыныпқа дейін оқытатын мектеп, бір 500 бала оқиды. Одан кейін ойланам ғой енді, может архитектордан шығама, маған күшті ақпарат болды мынау. Бұйырса мақаласын жіберейін сізге. Бүгінгі подкаст жақтады өзім деп пе. Ана күшті не естідім да өзіме де неге. И содан ойланам, бір бала барлық нәрседен универсал болуы қиын, мысалы, деген сияқты. Мысалы, Димаш Құдайбергенді немесе марқұм Денис Тенді қарайтын болсақ, олар 25 жасында әлемдік аренада жаңағы өзін көрсеткен бір тұлға. Как проект ретінде қарайтын болсақ, они выстрелили, өз атты, былай айтқанда 25 жасында ертерек. Олардың қалай бұл жолға атты деп қарасақ, там ертерек бастауыш мектептен кейін сол жолға қойылған да. Мысалы, Димаш уже музыкаға сол қойылған бастауыштан кейін қойылған да. Кәдімгі жұмыстан кейін шыққан результат болды. Денис Тенді мамасы деген масқара таскайды еткен да, мысалы. Немесе там Зиданды алып қарасақ, 5 жасынан бастап сода болған, бүйткен сөйткен. Ерте айналысу дейсіз. Бір не да статистика да кішігірім. Енді ой келді, соны получается, балалар 5-ші сыныпқа дейін бастауышта бір өте бақытты, күшті бір психологиясы, эмоциясы толған, сауаты ашылатын күшті жерде оқыса, содан ары қарай 5-6 сыныптан бастап өзінің болашақта көретін бір мамандығына қарай, направление соған қарай оқытатын бір мектептер болса деген сияқты ше. Бізде енді спорт школа бар, болды ғой примерно. Сондай ниет пайда болып ойланып жүредім, сөйтіп как раз Қайрат Жолдыбай ағамыз ұсыныс жасады, давай мектеп ашайық деп. Сөйтіп Шымкентте Кемел адам деген мектебіміз бар, ұлттық неге бағытталған. Енді алаш зиялыларын бір қайталасақ деген ниет қой, енді андай қалай айтып, интеллигенция, қазақ интеллигенциясын шығару, зиялылардың зауыты ма? Иә, бір сондай бір ниет. Одан кейін келесі жылы енді осы екі мектепті, екі брендті дамытып алайын, енді бір реттеп алайын деп жүрген кезде қуаныш келді, Кука Бейсек, иә, сөйтіп Шамскул аштық биыл, бір жыл бұрын. Оныкі сол кино саласы болды. Сөйтіп бірге жаңа Ұлықбек Шарипов, сосын Жұлдызай ханым қосылды. Сонымен Шам мектебін. Бұл бірақ Шам мектебі бізде Кемел адам және Шам бізде вообще андай не емес, коммерческий емес. Ешкім табыс таппайды. Проект табады, бірақ өзінде қалады. Как ана Стэнфорд, Гарвард сияқты өзінің бюджеті болады да. Өзінің бюджетін өзі айналдыра береді. Иә. Основательдер, учредителер ешқандай дивиденд жаңағы ешқандай ақша қайтпайды, алмайды. И сол 3 проект Шам қазір кино школасы Қуанышпен бірге. Енді үшеуі де қазір нарықтандай аты бар, танымал белгілі бір деңгейде мектептердің бар. Яғни андай ғой, балаларға менде енді бір ниет, ол бір нақты бір бәрі методикасы, детальный бәрі жоспарланған жоқ әрине, бірақ в голове видение ғой, андай ойдағы визуализацияда балаларға, ұрпағымызға бір меню болса деймін да, ұсынатын. Мысалы, бір мектепте бала барлық жағынан ашылуы қиын. Мысалы, орта білім беретін, жалпы қай мектепте болса да,
бір жағына терең кетпесе бала ашылуы қиын ғой. И мысалы біздің өзімізде сондай болды ғой. 10-шы сыныпқа дейін біз кім болатынымызды ойлаған жоқпыз. 11-ші сыныптың сентябрінде ойланасың, бүйтіп басыңнан біреу ұрған сияқты болады да. Бір-ақ жыл қалды ұбт-ға. Сен қайда барасың? Сосын көбісі немен кетеді, стадный мышлениемен, все, мына жақта грант көп екен. Мысалы бізде қазір статистика 80-ден түсіпті, хотя қазір 66% дипломмен жұмыс істемейді адамдар бітіргенмен. Получается, мемлекеттің грантқа бөліп жатқан 66% ақша сақталып жатқан жоқ. Оның өзі аз емес. Мысалы деген сияқты. Вот сондай, получается, біз ертерек ұрпақпен айналыссақ, олардың бағытын анықтап, 11-ші сынып бітіргенге дейін сондай тематикадағы мектепте оқыса, 11-ші сынып бітіргенге дейін ол сол саласының өзінің бір фундаменті болады да. Ары қарай уже профессиональный уровеньге кете береді деген сияқты. Енді сондай 3 проектіміз бар қазір. 3 мектеп тырысып жатырмыз. Ша мектеп қай сыныптан басталады? 7 мен 11. Кемел адамда да сондай. Жоғарғы сыныптар ғой. Бізде сол жалпы бастауыш орта дегендердің кішкене бөлініс санаттарын қайта қарау керек сияқты. Негізі қалған сияқты да. Міне қызық есіме түсіп жатыр. Мына Сухомлинскийдің балаға жүрек жылу кітабы, ол трилогия негізі. Мынау мектепке дейін бастауыштық қамтыған кезең. Мысалы сол жаста балаларыңыз болса, ыңғайлы да белгілі бір кезде. Сізге мысалы бастауышқа қызық болуы мүмкін. Одан кейін екінші кітабы Рождение гражданина. Жасөспірімдер. Біраз заттар бар. Үшіншісі письма к сыну. Енді ол 18 жастағы плюс былай ұлдармен өзінің ұлымен хат алмасуы ғой. Андай бізден білмеймін, мүмкін болашақта бір ниет бар, қалған 2 кітабын да аудару, шығару деген. Бірақ мүмкін сіздерге бір қызық болса кеңес ретінде ұсынып жатқаным ғой. Мынандай бір тақырыпқа тереңдеп көрсек, жалпы бала деген мәселеге. Екеуіңіз де баламен жұмыс істеп жатқан адамсыздар. Содан кейін бізде енді білім беру саласын сынайтын адамдар жетеді ғой. Отырып алып, бірақ олармен салыстырғанда сіздер әрекет жасап жатсыздар. Нарыққа бір үлес қосуға тырысып жатсыздар. Бала деген сынға үйрендік деп ше. Жоқ, сында емес мәселе. Нарық дегеніміз не? Сол нарық деп бала дегеніміз не? Балаға қалай қарым-қатынас құру керек? Бала деген кім? Сол бір мәселелерді бір ашып көрсек. Негізгі бір мәселелердің бірі сияқты осы. Мен сізден бастап көрсек. Асеке бастасыңызшы. Әлеуметтік желіде сіздің бейнелеріңізді көрдім ғой. Қазақша қоя берейін ба? Бейнелеріңізді көрген кезде маған ата-аналарға, сіздің тренингтарыңызға келген ата-аналарға сіз баланың позициясын ашып беретіндігіңіз ұнады да. Яғни олардың қандай да бір әрекеті, сөзі балаға қалай әсер етіп жатыр. Мен өзім басымда бір картина бар ғой, мен жақсы, ниетім жақсы деп ақталамын ғой мен. Мына жерде жоқ, бала оны қалай сезініп жатыр. Өздеріне сезіндірген кезде аналардың бір көзінде бүйтіп таңданыс көресің де, мә деп. Мүмкін сол жағынан бір ашу керек па, соны бір бөлісіп берсеңіз. Насколько, может, мы понимаем или не понимаем наших детей. То есть қанша жыл лагерь жасап жатқан кезде қазіргі ата-ана мен баланың арасындағы вот какие основные проблемы между вот в отношении детей с родителями, вот что мы должны учесть? Мы чаще всего не понимаем детей. Менде 2 кітабым бар. Бір кітабының аты «Кішкентай ұстазым» деген. Мой маленький учитель. Идея простая, что дети приходят в нашу жизнь не как ученики, а как учителя. То есть каждый ребенок, он рождается уже мудрым, знающим, искренним, верящим, понимающим, как жить. Ребенок, он живет здесь и сейчас, да? Мудрецы говорят же, вот не живите в будущем, не живите в прошлом, живите здесь и сейчас. Мы, взрослые, так умеем жить? Мы не умеем. Мы переживаем за будущее, сожалеем о прошлом. Дети живут здесь и сейчас. Мы умеем любить безусловно, просто так. Уже не умеем. Разучились. Дети умеют любить просто так. Мама пусть будет строгая, хоть ругает, кричит, все равно любит. Папа пусть даже там такой строгий, жесткий, да, все равно любит. То есть дети умеют жить лучше, чем мы. Я вот в этой книге раскрываю идею, что дети – наши учителя. И они приходят в жизнь родителей, чтобы чему-то важному научить. Даже в момент, когда ребенок истерит, плохо себя ведет, в этот момент он учит чему? Родителей? Сабр. Сабр сахтал. Терпению. Спокойствию. И так как мы смотрим на детей сверху вниз, смотрим, думаем, он маленький, ничего лишнего білмейді, лишнего жасамайды, надо там все за него решить, помочь, сделать. Мы с позиции сверху вниз. Поэтому мы на него смотрим, как на не знающего, ничего не понимающего, ничего не умеющего. Поэтому мы его потенциал сразу закрываем. Если же мы его чуть-чуть, наоборот, поставим на позицию выше и скажем, слушай, а что ты хочешь мне сказать?
чему ты можешь меня научить? Зачем ты пришел в мою жизнь? С какой мудростью ты пришел? Тогда отношения поменяются, мы сможем лучше понимать. Я всегда говорю, вот нам Всевышний дал 2 глаза, 2 уха и 1 язык. Почему так, да? В отношении с детьми есть объяснение. Мы должны 2 раза больше наблюдать за детьми, смотреть, что они делают, как они живут. 2 раза больше слушать и в 2 раза меньше говорить. А у нас как? Мы не видим детей, мы не слышим их. И у нас как будто 2 языка. Говорим, вот осылай істеме, тұр, отыр, жатыр, там, сөйлеспей, жылама, анау, мынау. Мы не слышим детей. Мы не воспринимаем их слова, их уроки. Я вот помню, дочка была маленькая, сейчас ей уже 10 лет. И что-то мы играем в куколки. Ей было года 3, наверное. 3-4 года. А я сижу, играю и параллельно в телефоне. И дочка смотрит на меня, говорит, папа, я говорю, а можно я кое-что спрошу? Я говорю, спроси. Я говорю, скажи, пожалуйста, а кто для тебя важнее, я или твой телефон? Я говорю, конечно, ты что спрашиваешь? Она говорит, тогда у меня тех просьба, ты можешь, когда ты играешь со мной в куколки, не смотреть в свой телефон, а играть со мной? Первая реакция сначала, думаю, подожди, типа, я же работаю параллельно, там же, типа, что-то важное. А потом думаю, так, сейчас дочка учит меня, как быть хорошим папой. Я такой думаю, машалла, это же мудрость. Я говорю, доченька, спасибо тебе, все, я убираю телефон, все, теперь играю с тобой, я буду только с тобой играть, убираю телефон. Ты сейчас научила меня, Здесь как быть сейчас хорошим папой, сол болу. быть здесь и сейчас с тобой. Я говорю, спасибо, ты сейчас меня научила, как быть хорошим папой. И она сидит такая довольная, такая, о, папочка научила тебя. Да? И я убираю, я говорю, все, я уберу, но если вдруг я возьму, забуду когда-нибудь, ты мне напомни об этом, о моем обещании, да? Иногда мы забываем свои обещания, родители. Но ты меня сразу не ругай. Скажи, и я вспомню, снова уберу. И таких уроков очень много от детей, от дочери, от сыновей. Постоянно что-то скажет такое мудрое, я думаю, откуда ты это знаешь? Қайдан білесің? Кто тебе сказал об этом? Что-то знает, что-то понимает. Даже помню такой момент вообще шикарный. Сижу, хадисы читаю, Шамиля Ляудинова. Дочка подходит, говорит, папа, что ты читаешь? Я говорю, вот читаю хадисы. А что такое хадисы? Я говорю, это история, вот наш пророк рассказывал. А почитай мне, расскажи мне. Я говорю, дочка, ты пока рано тебе, ты не поймешь. Он говорит, пап, ну расскажи. Я говорю, ну вот написано, что когда мы все умрем, потом нас Аллах всех воскресит, оживит, и мы будем идти по такому мосту, говорю. Если человек хорошо жизнь прожил, тогда мы пройдем по мосту и попадем в рай. А если мы плохо жизнь прожили, обижали людей, там, да, плохо себя вели, тогда нас кинут с моста, и мы пойдем туда в ад, а там будет плохо. Она говорит, я говорю, а вот еще написано, что когда вот мы умрем, есть 3 способа, как шансы увеличить, чтобы попасть в рай. Она говорит, папа, как, расскажи. Я говорю, первый способ, если ты помогал людям, да, давал там, ну, как бы, деньги кому-то, помогал что-то, и это приносит пользу. Она говорит, о, хорошо. А что еще? Я говорю, второй, если ты оставил знания, книгу написал, может быть, школу открыл, да? И вот ты умер, а школа или книга продолжает пользу приносить. Она такая, хорошо. А что еще? Я говорю, третье, говорю, самое важное. Она говорит, как? Что это? Я говорю, третье, если ты оставил детей, которые за тебя молятся и хорошие дела совершают, и тебе это будет записываться, как будто ты это сделал. Она такая смотрит, говорит, пап, понимает все. Хотя вот маленький ребенок. И тут она спрашивает, папа, а если, говорит, человек прожил плохую жизнь, никому не помогал, книги не писал, школу не открывал, и детей плохо воспитал, или детей вообще не было, тогда он упадет в ад и смотрит так вот, карает, и ждет от меня ответа. Вы как ответили? Что сказать? Я сижу, я не знаю, я растерялся, говорю, думаю, ну все тогда, упадет туда в ад, наверное. Все, вариантов больше нету. Она говорит, нет, папочка, так нельзя, говорит. И смотрит, и думает. И потом говорит, я, говорит, придумала, папа. Я говорю, что придумала? А давай, говорит, у них же детей нет, за них никто не молится, а давай мы с тобой будем молиться за этих людей. Чтобы Аллах их простил, и чтобы они попали в рай. Давай мы с тобой будем за них молиться. И я сижу, я чуть не плачу, думаю, машалла, думаю, я взрослый мужик, который читает хадисы, который изучает религию, духовность. Я не додумался до этого. Дочка, маленький ребенок говорит, папа, давай молиться за тех людей, за которых никто не молится, которые жизнь плохо прожили, чтобы их спасти. И я думаю, вот она мудрость. Маленький ребенок мудрее, чем мы. Вот этого не понимают многие родители. Закрывает потенциал, говорит, таныш отыр,
Аузını жап. Ты что, учить меня будешь, что ли? Яйцо курицу не учит, давай. Делай, как я тебе говорю. А ребенок, он хочет рассказать, он хочет показать. Он говорит, мама, не кричи, я тебя слышу. Папа, не ругай, я все понимаю. Мама, папа, не ссорьтесь между собой, давайте дружить. Зачем вы ругаетесь, да? Ребенок хочет помирить нас, хочет, чтобы было все хорошо, да? Но мы это не слышим, потому что мы сверху стоим. У нас своя волна, у них своя волна. Мы на них сверху смотрим и говорим, делай то, делай так, делай так, делай так. А если мы на них посмотрели бы как на учителей, на маленьких учителей, на мудрых учителей, мы бы научились бы жить по-другому. Жить здесь и сейчас, любить безусловно, без условий и безвозмездно. Взамен ничего не просим. Шарт жоқ. Шарт жоқ, да. Просто так. Люблю тебя таким, какой ты есть. И двоечником, и отличником. И толстым, и худым, и медленным, и быстрым. Любым люблю тебя. Мы были бы добрее, мы бы прощали. Дети поссорились, через 5 минут уже лучшие друзья. Да? Мы поссорились, всю жизнь потом еще воюем. Обижаемся, всю жизнь на себя обиду носим. Они быстро все отпускают. Вот дети умеют жить, а мы не умеем. Поэтому самая главная наша ошибка родителей, что мы на них смотрим не как на учителей, а к нам маленьких, глупых, слабых, бесполезных или беспомощных созданий. Поэтому мы не получаем от них то, что могли бы получить. Вот такая основная идея. Что? А вот интересно, насколько сложно или легко вот поменять вот эту позицию, чтобы я воспринимал ребенка вот как мудрого учителя. Что во мне нужно поменяться? Или, не знаю, что я должен сделать, чтобы я вот это восприятие поменял? Хотя бы задуматься об этом. Люди об этом не задумываются, для них это новая идея. Они тут, в смысле, как это? Как это учитель? Когда начинают задумываться и размышлять, в этот момент уже есть шанс, что он поменяет мышление свое. Супер. Плюс еще кто ему скажет, да? Если скажет там человек кто-нибудь на улице, неизвестно, скажет, ты хочешь? А если скажет человек, которого он уважает, которому он верит, а у меня есть аудитория, которая, считает меня знающим человеком, воспитанием детей, они говорят, раз это сказал там Асхат, наверное, что-то в этом есть. Да, они такие думают, ага, значит, что-то в этом есть, принимают, и что-то внутри меняется у них. А книжку еще же можно купить, да? Да. Вы же потом ссылками все поделитесь. Можно даже разыграть, может быть, среди слушателей, да? Ну, пока давайте ссылку внизу оставим, чтобы люди могли сами. Круто. Книжка прям очень популярна, в смысле хорошо идет. Сейчас неде бар ғой, енді діни не болып кетпесін деп уайымдап отырмын, бірақ андай ақылдың ақысы деген бар екен да. Ақылдың ақысы қай кезде беріледі дейді да. Дұрыс ақыл қалай жұмыс істейді? Иманға, осындай неге духовный нәрсеге байлану керек дейді да ақыл негізі. Немесе ты как рациональный кете берсең, ақыл семіріп кетсе тоже қиын да енді. И сол ақылға кез келген ситуацияда маған Құдай бұмен не айтқысы келіп жатыр деп ақылға сұрақ қойсақ, как Гуглға дұрыс сұрақ қойсаң, Google дұрыс жауап береді ғой. Дұрыс сұрақ қоймасаң, Google да дұрыс жауап бермейді. ChatGPT да. Дұрыс сұрақ қоя білу білімнің жартысы деген бар ғой. Получается, сол ақылдың өзіне де бізде енді толып тұр ғой, бұл бір Google ғой, компьютер. Ол жаққа да бір дұрыс сұрақ қойылса, ол сразу дұрыс жұмыс істейді дейді да. Сол ақылға маған Құдай бұмен не айтқысы келіп жатыр десе, ақыл сразу дұрыс жауап береді негізі дейді ше. Яғни бала бірдеңе айтып жатыр сізге, нәпсіге ұнамайды, эгоға тиіп тұр. Кімсің сен? Мен тудым ғой сен деген сияқты жаңағы Асеке айтқанға мен байланыстырып жатырмын, коннектедіңіз ойнап жатырмын. Бір кітап есіме түсіп кетті бағана сіздер айтқан кезде. Шетелде ол танымал кітаптардың бірі overparenting дейді ғой жаңағыдай. Гиперопека ғой енді былайша айтқан кезде. Чрезмерное родительство деп аударуға бола ма? Мен білмеймін қалай аударуға болатынын overparenting. Гиперқамқорлық. Иә, сондай. Helicopter parents дейді. Тікұшақ ата-аналар. Родители вертолеты 24/7 наблюдают за ребенком. Условно, ребенок поступил в университет, родители рядом снимают квартиру, чтобы за ним через трубу наблюдать. Это прям уже пик. И она приводит такой пример. Если родители садовники, то мы не должны считать, что мы выращиваем какой-то цветок. Она говорит, нам уже подарили готовый цветок, и наша задача познать этот цветок, познакомиться. Такого другого цветка нету больше в мире, и наша задача просто понять. Бізде қазақтарда айтады ғой, баланы ақ парақ қылып көреді дейді да. Егер осы мысалды жалғастырсақ, ол ақ парақ емес, керісінше ода неше түрлі жаңа сіз айтқандай даналықтар жазылған. Біз отырып оқуымыз керек болып тұрған, оны түсіну үшін. Әдемі сурет сияқты. Әдемі сурет. Еще мынандай бір не бар, мен ана оқып отырып таңғалдым да, өткенде бір жерде естіп қалдым, еще өзім реально интернеттен қарап көрсем,
сөздің шығу жаңағы несі мағынасы басқа екен да. Кезінде сіз айтатын едіңіз ғой, образование это образдавание. Біз образование деген сөздің ағылшыншасы education, например. Біз енді былай қатты терең ойламасақ, сөзбе сөз осы деп ойлаймыз ғой негізі. Education латынша мағынасы да образованияға келеді. Иә, бірақ соны мен зерттедім. Educationның негізі мағынасы edus деген етістіктен шығады екен да. Edus деген ерте жаңа древний греческий сөз, ол жақта из него что-то вытащит. Негізі мағынасы сондай екен да. А образдавание сенің ішіңде не бар маңызды емес. Біз саған өзіміздің образды кигіземіз. Бір шаблон бар бізде. Кезіндегі Советский Союз болуы мүмкін, патша үкіметі басқа, в общем, біздің даже айтады ғой, образованиядағы біздің баяғы парталарымыздың өзі болашақта заводта жұмыс істейтін ровный робот адамның несін шығару да былай. Даже біздің кезінде парталарымыздың орындығы бәрі жабысып қалған еді ғой, қозғалта алмайсың. Одинарный деген жоқ, ортадан жаңағыдай территория сызып отырасың. Адам бірақ өзінің бір пространствосын хочет, адам негізі подсознательно да. И вот осындай бір тонкий нәрселер бар. Ал жаңағы education деген сөздің түбірі адам дүниеге бағанағы сіздің неңізбен келеді, сол адам бір немен келеді, жаңа дүниемен келеді дейді да бұл дүниеге. Біздің неміз сол баланың ішіндегін шығару. Еще қазір бұрын бала кезде әшейін не ретінде, активити ретінде көріп жүреміз ғой, бірақ кейіннен мұғалім болып осы салада жүргеннен кейін басқаша қарайсың ғой, киноға, кітапқа мысалы. Менің атым Қожадағы Рахманов ағайдың сөзі бар ғой. Бала деген қапшық емес, ішіне не болса соны тыға беретін дейді. Бала деген шамшырақ, оны жаға білу керек дейді. Мен сұлтанның шырағын жаға алмадым деп өзін кінәлап отырмын мұғалім ретінде. Күшті да мысалы. Былай айтқанда кез келген баланың несін жағуға болады дейді да. Ішінде бар оның. Біз жаға алмай жатырмыз, біз шығара алмай жатырмыз деген сияқты ше. И шынымен солай қарасақ, осы жерден ол біз қалай білеміз оның ішіне не бар екендігін, қалай жағамыз деп айтайықшы, осылай айтайықшы, қалай жақсақ. Енді бұл сұраққа бәріміз жауап іздеп жүрген шығармыз деп. Енді тырысып жатырық қой. Енді мысалы мен осы салада жүрген кезде, енді ағартушылық салада бір кездері ойлар келген. Осыдан бір 2 жыл 3 жыл бұрын. Точно осы менің салам ба деген сияқты, например. 125-тен 2022-де шығып, мен бірақ бастауыш ашқым келіп жүрді, бірақ бір тоже бір периодтар болды адамда трансформацияда. И сол кезде мынандай бір ойлар келді да, мысалы, так, ағартушылық тастап, кәсіпке кетейін, мысалы. Бұл да енді салыстырмалы түрде кәсіп қой, бірақ енді ағартушылық саладағы кәсіп та. Бұл жерде мен енді білмеймін, басқалар келіспеуі мүмкін. Мен бірақ ана кім Живи деген не бар ғой, Жексен Васильевич деген бір бизнес тренер бар. Сол кісінің обучениесіне барған кезде спорт етіп қалғанбыз. Ол кісі енді айтады да, барлық нәрсені стандартқа қоюға болады, барлық нәрсені автоматизацияға қойып тастауға болады дейді. Мен бірақ айтамын, мен келіспеймін, что-то образование да ондай емес дейді. И ол кісі енді сөйтіп несі, ладно, сосын ол кісіні андай үлкен кісі дедім да, не қылған жоқ. Бірақ әлі де ішімде бір не бар да сондай. Яғни не айтқым келіп жатыр? Білім саласында бізде жұмыс мынандай ғой, көзге көрінбейді продуктымыз, қолға ұсталмайды. Мысалы мен қазір бір какой-то тазик шығаратын болсам, ол көзге көрінеді. Оның шығаратын станок, ол станокты мысалға адам басып отырса болды ровно да. Бірақ ол кеше ішіп келген болуы мүмкін, перегармен келіп отқан болуы мүмкін жұмысқа. Мысалы, немесе үйінде әйелімен ұрысып қалған болуы мүмкін, психологиялық халі дұрыс емес болып келуген болса да, бірақ тазикке әсер етпейді да ол. Бірақ бізде білім саласында ондай емес та. Сенің халің балаға тікелей әсер етеді да. Былай айтқанда. Сонда ана кісіге өзімде де ой ғой жаңағы. Былай айтқанда бізде адами факторлар, ресурстар көбірек сияқты басқа салаға қарағанда. Продукт көзге көрінбейді, қолға ұсталмағандықтан адаммен контакт қой бізде. Білім, тәрбие деген мысалы ата-анамен. Қазіргі уақытта біз андай уақытта өмір сүріп жатырмыз ғой, біз тек қана баламен емес, ата-анамен жұмыс істеп жатырмыз. Еще өзіміздің кадрлармен жұмыс істеп жатырмыз. Ана құмыра ішінде не бар, соны құяды дейді ғой стаканға. Біздің құмыралар мұғалімдер болса, біз оған дұрыс нәрсе құйып отыруымыз керек. Ол чтобы стаканға дұрыс нәрсе құю үшін да. Ол ішінде жоқ болса не құяды? Немесе ішінде дұрыс емес нәрсе болса, соны құяды да. Осындай тонкий нәрсе, былай айтқанда әр баланың ішін енді ашуға, жаңағы тырысуға тырысып жатқанымыз осындай бір не да. Яғни сол кезде ой келгені өзіме ответ, былай айтқанда қазір ағартушылық жолдан кетіп қалсам, что-то өзімді кешірмейтін сияқтымын деген сияқты бір келді да. Енді мен педагог емеспін,
Мен бұл саланың эксперт емеспін. Тырыстық істедік, хай скулдар аштық. Ол курс форматындағы мектеп болды да негізі. Бірақ ана Мағжан атамыздың ба бір сөзі бар ғой. Сен жамбасаң лапылдап, мен жамбасам лапылдап, кім қалай бір не бар еді ғой, сондай бір мотивационный бір не бар. Біз істемесек кім істейді? Енді главный ниет дұрыс болса, қай адам келіп айналысса да бұл саламен, осы ұрпақ үшін деп айналыссақ, ниет дұрыс болса бірдеңе ашылар, бірдеңе табармыз, Құдай бір берер, бір жолдар ашар, есіктер ашар деген сияқты. Сол немен қайттан бұл салаға екінші дыханиямен осы 3 жыл бұрын кірдік қой. И айтқым келгені сол қалай ашу керек деген нәрсеге әлі жауап іздеп жүрміз десек те болады деп жатқаным ғой. Енді тырысып жатыр. Сол жауаптың ізденіс үстінде ма? Иә. Күшті. Мен де бір сөз айтайын сіздің сұрағыңызға. Вопрос же как зажечь, да, огонь. Во-первых, ребенок рождается, он уже горит. Он рождается не потухшим, он рождается горящим. Мы, родители, тушим. Эмоции закрываем, желания закрываем. Он говорит: мама, хочу быть футболистом. Футболист болмайсың. Бар математику оқы. Мама, хочу то. Баласы, желаете мысалы, да? Не плачет, там, мужчины не плачут, там, все. Эмоции закрыли, мечты закрыли, все, потух. Поэтому задача первостепенная – это не то, что думать, как зажечь, а думать, как не потушить. Вот он как сейчас, он уже горит изначально. Ребенок, он горит, он живет, он кайфует. Мы его тушим так. Все. Будешь делать так, как я говорю. Поэтому первая задача, мақсаты, не потушить. Если уже потух, нужно его зажечь. Вопрос, как, да? Да. Теперь, если 2 свечи, можно, чтобы родитель, как сейчас, зажег ребенка, если он сам потухший, он не сможет зажечь. У него самого не горит огонек. Поэтому образование, образование, не то, что надеть образ, а быть образом. Показать образ горящего человека. Гореть. Ролл-модел. Ролл-модел. Гореть чем-то, мечтать о чем-то, жить счастливой жизнью. Если у него огонек горит, он может так подойти, так чик, и здесь тоже загорится. Поэтому истинный педагог – это тот, который может огонь пробудить через свой образ, через свою улыбку, через свою любовь к знаниям, к математике, к истории, химии, физике, к образованию. Когда-то Шалва Манашвили вот так вот огонек зажгла учительница. Одну историю расскажу, вот тоже. Он начальник классы. Двоечник. Вообще самый грубый, тупой. Все говорят: на, Шалико, Шалва, Шалико. Типа, прозвище, ну, кличка сияқты, Шалико. Все, адам болмайды. Вообще, типа, ешкім түсінбейді, двоечник. И приходит учитель, новый учитель, Варвара Вардяшвили. Я даже запомнил специально, чтобы с уважением, да, к учителю моего учителя. И ей говорят: ты пойдешь в класс, у тебя там все хорошие дети, но один тупой. Это вот Шалва Аманашвили. Вот на него внимание не обращай. Ешний түсінбейді вообще, толк болмайды. Она говорит: как это так? Это же ребенок, нельзя так говорить. Они все потенциальные, они все могут. Не, он не может. Она учитель русского языка и литературы. И вот он заходит в класс, первый урок, познакомились, пообщались. И вот перемена, все выбегают. И она говорит: Шалико, подойди ко мне, пожалуйста. Он подходит и боится, думает, наверное, сейчас поругает, как обычно, да? Она так смотрит на него, смотрит, говорит: Шалико, скажи, ты стихи пишешь? Он говорит: нет. Точно? Говорит: точно. У тебя, говорит, очень поэтический взгляд. У тебя глаза, говорит, прям писателя. Ты, говорит, напиши дома пару строчек. Мне очень интересно, как получится. Он говорит: да, конечно, попробуй. Он говорит: хорошо. И он рассказывает: я, говорит, выхожу в коридор, иду в столовую, смотрю в зеркало. Так смотрю. Так глаза открываю. Не можешь понять, где этот взгляд поэтический. Пришел домой и начал писать там каляку-маляку. Написал 4 строчки, утром просыпается, бежит в школу. Показать что? Показать. И вот урок проходит, перемена, он говорит: Варвара Вардяшвили, вот, посмотрите. А он, говорит, написал, ну-ка, такой берет, такая смотрит. Сам написал? Он говорит: сам написал. Какой слог, какая рифма. У тебя талант, пиши дальше. Он говорит: да. Вот тебе, я тебе 5 поставлю, ты молодец. Он такой счастливый. Думает: ё-моё, что-то, оказывается, умеет. Қай сыныпта оқиды ол кезде? Примерно 4-5 класс. Бастауыш мектеп. Теперь по литературе отличник. Спецсовет обсуждает. Она говорит: вот Шалико, вот у меня вот хорошо учится. Он говорит: это что там, литература, русский язык. Қиын емес қой. У него там по всем остальным
по математике двойка, история двойка, то двойка. Это вот твой предмет, это легко. А она говорит, нет, это же он может, я верю в него. Бесполезно. И вот на уроке они сидят, что-то там читают или пишут. Она подходит к нему и так на ушко говорит, Шалико. Он говорит, ау. Он говорит, ты знаешь, я узнала, что у тебя по другим предметам двойка. Он говорит, ага. И она говорит, мои пятерки по литературе краснеют рядом с твоими двойками. Им стыдно. Им стыдно находиться рядом с твоими двойками по другим предметам, зная об этом. И ушла. Он сидит такой, ё-моё, как так? Пятерки мои любимые учителя краснеют, им стыдно от того, что там двойки есть. И он начал учиться. Математика, история, она. И по всем урокам стал отличником. И закончил школу с золотой медалью. И 18 лет, когда были каникулы, его позвали в летний лагерь в школу. Он говорит, я зашел в школу, и я почувствовал, как это классно быть в школе. И я, говорит, из школы больше не уходил. И с 18 лет, сейчас ему 94 года. Сколько лет? Кім математика? 70 жыл ғой 65 жыл ғой уже 65-64. Точно? Жоқ 18 жасында ма? 94 минус 18 қанша? Иә 66. А? 76. 76 иә точно. 76. Педагогический стаж 76 жил. 76 лет. Вот потухший ребенок, кто его зажег? Учитель. Учитель, который горел сам, верил в каждого ребенка. И он говорит, вот тот стих, там, говорит, не было рифмы. Это был самый ужасный стих. Но она, говорит, увидела что-то. У меня, говорит, не было взгляда поэтического, у меня был простой грузинский взгляд. Простого двоечника. Но она, говорит, придумала этот взгляд, чтобы я поверил в себя. Она, говорит, зажгла во мне эту искру, этот огонек. Понимаете? Этот метод назвал дорисовывание. То есть ребенок картина, но ее можно дорисовать красками. Это вот педагогическое искусство. И это воспитание. Дорисовать в нем то, что в нем нет, но в нем будет. Потому что мы это говорим. Это наша дуга. Может быть, он там лентяй, а мы говорим, ты такой трудолюбивый, молодец. Біздің дугамыз, наше дорисовывание. Он плохо учится, мы говорим, ты талантливый, как этот Эдисон. Он же двоечником, он умственно отсталый был. Его со школы выгнали. Сказали, отправь в школу для отсталых детей. Мама говорит, ты гений. Ты вырастешь, будешь великим изобретателем. Он вырастает, становится величайшим изобретателем. В книге рекорда Гиннесса №1. Больше 1000 патентов изобретений. Никто не побил рекорд. И потом, когда он нашел письмо от учителя, от директора школы, маме, там было написано, ваш ребенок умственно отсталый. Заберите его в другую школу. И он плачет и говорит, мама, спасибо тебе, что ты меня поверила. То есть вера мамы в умственно отсталого ребенка воспитала в нем гения человечества. Что делаем мы, современные родители? Мы гениальных, талантливых детей делаем умственно отсталыми. Говорим, басна стимит. Ты вообще понимаешь, соображаешь что-нибудь вообще? В одно ухо влетает, в другое улетает. Вообще в голове сено, вообще тупой, короче. Адам, все. Гениальный ребенок стал тупым. Умственно отсталым. Поэтому мы, если мы верим, если мы дорисовываем эту картинку, даже двоечник станет отличником. Даже умственно отсталый станет гением. Вот это сила веры, это и есть гуманная педагогика, педагогика любви. Люби, принимай, восхищайся. Видь в нем потенциал в любом ребенке. Зажги вот эту искорку, и он будет так гореть, что он весь мир изменит. Что делает сейчас Шалва Манашвили? Сотни тысяч последователей по всему миру. Столько книг, столько трудов. Әдемі жауап. Машалла. Шырақ жағуға қатысты. Анау дүниенің өзі мысалға біз кейде шынымен жаңағы не істеу керек деп ойлап жүреміз ғой. Не істемеу керек екенін де білу өте маңызды, жаңағы өшіріп алмау деген. Енді өшіп қалған болатын болса, жарайды, ол бөлек әңгіме. Педагогтар тура солай, сол бір жаңағы балаға тура сондай бір шақтарын жағу керек болып тұрған, өздері жану арқылы, өздері бір қалыптасу арқылы. Бана нелерден, ойлардан сұрағым болып қалды ма? Кеше ма жолда Тараздан келе жатырмын, подкаст тыңдап келе жатырмын. Санжар Керімбай ағамыз ғой. Күшті не айтты да ол кісі. Неге байланысты ғой қазір? Hard, soft, mental деген сияқты. Бір жағынан еще күшті бір сөз бар. Біз қазір бәріміз
маман болуға ұмтылып жатырмыз, маман шығаруға тырысып жатырмыз, бірақ адам болуды ұмытып кеттік, адам шығаруды ұмытып кеттік деген сияқты ше. Мысалы біздің адамдығымыз неге мамандыққа жұмыс істеп кетті да. Мысалы біз өзіміздің қазір адамдығымызды мамандық үшін құрбан ете салу мүмкін болып заман ғой қазір. Сондай былай айтқанда құндылықтарды деп айтсақ болады да, енді адамгершілікті деп айтсақ болады. Адам деген енді адамгершілік. И негізі керісінше болу керек қой деген сияқты. Біздің мамандығымыз ол адамдыққа жұмыс істеу керек, сенің адамдығыңа деген сияқты. И сол кезде ол кісі мынандай күшті нәрсе айтты да, адам мықты маман специалист болуы мүмкін, бірақ белгілі бір дәрежеге барған кезде ары қарай келесі уровеньге шыға алмай қалады, егер оның адамдығы фундаменті басында дұрыс қойылмаса дейді, духовный жаңағы тәрбиесі, құндылығы, ценности деген сияқты, например. Енді ол дін болуы мүмкін, ол басқа бір рухани не болуы мүмкін, духовный хәл болуы мүмкін, мынау фундаментінің дұрыс қойылуы да. Мысалы біздің кезіндегі алаш зиялыларының қандай жаңағы совет үкіметінің жаңағы қылышынан қан тамып тұрса да өшпегені, сөнбегені, до конца барғаны, одан кейінгі Қаныш Сәтбаевтар бар, Мұхтар Әуезовтердің оның барлығы фундаментінің дұрыс қойылғандығы дейді да. Кезінде бала кезде тәрбиесі жаңағы оты ғой былай айтқанда, ішіндегі несі, не үшін бұл өмірде келгендігі, не істеу керек екендігі, жаңағы былай айтқанда Абай атамыздың айтқан өлеңі бар ғой, жаңағы өз өзің үшін өмір сүрсең, жаңағы өз үшін оттаған хайуан дейді ғой былай айтқанда. Өзгенің бақыты үшін немесе ел үшін, социум, қоғам үшін өмір сүрсең, Құдайдың сүйген құлы деген сияқты да, мысалы. Сол фундамент отырған дейді да. Сол фундаменттің үстіне енді сен не болса да қалай бер дейді да. Специалистігіңді, біліміңді, басқаңды, енді жаңа айтады ғой дінімізде де, білім егер Қытайда бар болса да, Қытайда ғана бар болса да барып ал. Бірақ фундамент адамдыққа қалану ғой былай айтқанда. Сол кезде ол адамның несі құламайды дейді да, жаңағы до конца баруы, ақылға келмейтін, жаңағы ақылға сыймайтын нәрселер істеуі деген сияқты. Енді бұл жер бетінде негізі адамзаттың да қазір аман есен тұруы, келе жатқандығы айтады ғой, сол ақылға сыймайтын сондай альтруистердің несінде тұр деген сияқты ше. Бәрі расчетпен тек қана жоқ, маған не пайда деген адамдар болатын болса, бәріміз онда жоқ та, былай айтқанда. Бұл жерде артығымен, есепсіз, шартсыз, бұның барлығы бірінші фундаменттің қойылуы дейді да жаңағы. Енді ояту ғой былай айтқанда соны ше. Сол нәрсе қойылса деген сияқты. Мынандай бір сұрағым есіме түсіп отыр ғана. Анда әсерлі сөйлейді екенсің. Ойлармен не қылып қойдым, сұрағымды ұмытып қалдым ғой. Әсерленіп қалдым дейсің. Әсерленді ме? Әсерге бар енді ондай. Сұрақ мынандай, тәрбие дейміз ғой, воспитание. Мақсаты қандай тәрбиенің? Енді бұған қызығып, Аманашвили бәрібір жауап беруге тырысады ғой. Маған сіздердің пікірлеріңіз қызық болып тұр да. Сіздер мысалы енді өздеріңіз жаңағыдай былайша айтқан кезде бөтеннің баласын тәрбиелеп жүргеннен бөлек өз балаларыңыз да бар ғой. В чем цель воспитания? Ойларыңыз қандай? Асеке айта берсін. Мен айтайын ба? Асеке айтсаңыз, сіз айтыңыз. Буду цитировать учителя Шалва Аманашвили. Говорит, воспитание – это ось питания. Ось, стержень. Надо его напитывать. Воспитание – это не говорить, так сиди, так ходи, так говори, так молчи, так не плачь, нет. Это напитывать. Теперь ось, что такое ось? Это наша душа. Есть питание разума, давать знания. Есть питание тела, давать еду, воду, продукты. Есть питание души. Да? С разумом понятно. Давай знания, книжки читай в школу, центр образовательный. С питанием тела тоже нормально. А вот питание души – это другое. И вот на вопрос, в чем нуждается душа ребенка, ответ простой. В любви. Просто любить. И воспитывать ребенка – это любить его. Любить таким, какой он есть, не пытаясь его изменить или исправить. Он как сосуд, его нужно напитать, наполнить любовью. Если сосуд наполненный любовью родителей, его обнимали, его хвалили, с ним разговаривали, да, ему, может, там подарки дарили, поддерживали его, говорили, ты сможешь, ты справишься. Он выходит из дома наполненным, и он эту любовь раздает другим легко. Также помогает, хвалит, обнимает, дарит подарки. А если он пустой вышел из дома, если из него высосали все силы и любви нет, он как пустой сосуд вышел. Сможет он любовь свою отдавать другим людям? Ешне болмаса бірден береді ма? Ешне бермейді. Өзіне жетпейді ғой.
Теперь, значит, он уже будет не отдающим, а просящим. Мгм. Қайшы сияқты жүреді. Маған беріңдер. Қайда менің махаббатым? Полюбите меня, похвалите меня, обнимите меня, поддержите меня. Если этого не получит, он будет требовать, говорит, ты должен мне, ты давай мне, обязан. Муж от жены будет требовать, ты давай люби меня. Жена от мужа говорит, ты люби меня. Ты неправильно меня любишь. Поэтому мы воспитываем, мы должны просто наполнить любовью. Любить, любить, любить. И как сосуд наполнять его так вот. И 18 лет отпустись, все, иди. Теперь эту любовь дари этому миру. Мгм. Круто. Передай это другим. И задача максимально постараться наполнить его. Но можно наполнять любовью, а можно наполнять претензией, критикой, шапалахами. Это как камнями наполнять. Мгм. Вместо воды здесь камни. Если ребенок выходит наполненный камнями, что он даст этому миру? Таз. Камнями будет. Будет всех материть, бить, обижать, унижать, конфликты решать вот так вот кулаками, потому что он этим наполнен. Мгм. Поэтому воспитание – это питание. Мы должны напитывать его хорошими качествами, добротой, любовью, нежностью, заботой, чтобы он потом это передал этому миру. У меня сейчас вот вопросы. Мгм. Скорее всего, я думаю, что вот будут вопросы с аудитории, Да. слушателей. Первый, скорее всего, вопрос такой. Окей, мы поняли, что нужно наполнить ребенка. Да. Но как наполнить тогда, когда я сам пустой? Хороший Вот. вопрос. Мгм. Значит, мы полупустые или пустые? Надо наполнять, а у нас нет. Да. Возможно, у нас не хватило любви в свое время. Мгм. Мы сами, может, наполнили камнями. И мы детям что передаем? Камни эти. Претензии, обиды. Претензии не к нему, а претензии внутри живет. Мгм. И она передается сюда. Насилие не к нему. Насилие здесь есть, оно просто передается как камни. Да? Теперь задача родителям понять, что проблема не в них, не в детях, а в нашем состоянии. Мгм. Поэтому первый сценарий, почему муж и жена, почему Адам и Ева, почему они друг другу нужны? Почему без второй половинки мы неполноценны? Мгм. Потому что мы друг друга наполняем. Встречается муж и жена, мужа в детстве не хвалили, говорили, тупой, басын істемейді, адам болмайсың. А ее в детстве не обнимали. Мгм. Говорили, иди все, сама делай, уроки сделай, посуду помой, дом уберись, сама по себе росла. И вот они теперь встречаются, два сосуда, и они должны друг друга наполнить. Мгм. Она его наполняет и говорит, ты мой герой, ты красавчик, ты самый лучший, я в тебя верю. Он такой, «О». Мгм. А он ее обнимает и говорит, Джану, кеш, мам, кеш. Джану, на руках ее носит. Она такая, он меня любит. И вот они друг друга наполняют. И через какое-то время появляется кто? Дети, Мгм. балар. И теперь они наполнены, передают это детям. Но так не работает, это только теория. В практике не работает. Почему? Потому что друг друга перестают наполнять. У нас статистика по разводам страшная. Второе место в мире по разводам. Друг от друга ждут любовь, а давать не хотят. Мгм. Она говорит, ты должен мне давать романтику, деньги, возможности, подарки, помогать там в том всем, а ты не даешь. А он говорит, ты мне должна одевать, не знаю, готовить, стирать, гладить и так далее. Поэтому здесь сложно. Но что я для себя понял, да? Можно наполняться не только друг от друга. Есть горизонтальное наполнение, есть вертикальное наполнение. Мгм. Есть тот, кто любит нас безусловно, Мгм. любит нас безвозмездно и готов нас заполнить до краев. Это Всевышний. Мы говорим, дай мне, пожалуйста, энергии, терпения, сабр, беш маған, сабрым жетпейді. Дай мне мудрости, чтобы детей наполнять любовью. Дай мне искренности, чтобы не играть перед ними роль, быть настоящим. Дай мне знаний, я не знаю, ты знаешь. Я детей не понимаю, а ты понимаешь, помоги мне. И он такой наполняет, и попросил, и наполненный любовью Всевышнего наполняешь детей. Вот в этом плане, Горизонтально адамдардан. да, вертикально от Как раз Всевышнего. хотел Это самое задать лучшее. вопрос. То есть, И в этом плане, я думаю, ролевая модель, опять же, да, вот кто-то говорит, родители меня не любили, да? Вспомним историю нашего пророка, алейхиссалям, да? мгм. У него был папа, который наполнял его любовью? Не было отца. Была мама, которая наполняла. Ну, было в младенчестве. Не было папы и мамы, которые наполнили бы. Но у него было столько любви, что на весь мир хватило.
До сих пор хватает. Откуда любовь? Вертикально. Значит, он от Всевышнего это принимал и как передатчик передавал. И это, по сути, тоже некая такая сумма, да, это как бы инструмент, подсказка. Бізге пример. Да, наполняйся от Создателя, от Всевышнего, и передавай это. Это любви хватит. Миғражға сол үшін алып кетеді ғой, как наполнить ету үшін. Эти хватит, и для детей хватит, и на мужа хватит, и на жену, и на Енешку, и на Наташку хватит, и на сотрудников, и на коллег, на подчиненных, на хейтеров, на всех хватит. Осы жерде мен бір не оқыдым өткенде, осы ислам психологиясына қатысты бір кісіден естіп сұхбатта бір шай ішіп отырып сол кезде айтады да, бізде қазір жетім балалар да көп қой, мысалы оның әкесі жоқ, қайтыс болып кетті, или мамасы қайтыс болып кетті деген сияқты, бірақ бізде бұған жауап бар дейді да. Бір оқиға болған екен, пайғамбарымыз деген есіме түсіп жатыр да, бір бала, барлық баланы бір мероприятие болған ба, барлық баланы әкесі жаңағы мойнына басына көтеріп еркелетіп ойнап жатыр екен да. Сөйтіп бір бұрышта бір бала тұр екен кішкентай, жаңағы сен неге ойнамайсың деп жаңағы пайғамбарымыз сұраған ғой, осындай менің әкем жоқ деген. Сөйтіп жаңағы пайғамбарымыз айтқан екен, онда бүгіннен бастап мен сенің әкең боламын деп, оны алып жаңағы көтеріп не алған екен да. Енді бұдан ғалымдар шығарған ғой, бұдан қандай біз не вывод шығарамыз деген кезде, енді өмір болғаннан кейін әркімнің өзінің тағдыры бар, несі бар, біреудің әкесі ерте қайтыс болады, мамасы қайтыс болады, маңыздысы балаға сол образға дейді да, сол әкенің орнына кім жауапты екенін айтса болды дейді да, бала кейін қабылдайды оны деген сияқты. Жаңағы мысалы әкесі қайтыс болып кеткен балаға, мысалы міне бұдан кейін сенің әкеңнің орнында қамқоршы болатын әкең болатын мына ағаң немесе мынау көкең деген сияқты айтылса, бала ол образдан соны нені алса, әкелік нені алуға болады дейді да. Яғни биологический болу не емес дейді қатты. Өйткені Пушкинді көп өлеңінде өзінің мамасын емес, несін жаңағы нянясына көп өлең арнаған ғой, потому что ол тәрбиелеген да, оған көп махаббатты сол берген да, деген сияқты да. Ана қазақта бар ғой, бала туғандікі емес, баққандікі деген. Кім бағады, да? Кім оған қамқорлық жасаған. Енді пайғамбарымыздың әкесінің орнына әке болған, оның жаңағы Абу Талиб көкесі ғой, былай айтқанда. Сол да маңызды бір не екен да, осындай деталь. Бірін-біріңіз күшті толықтырады екенсіз. Да? Некмен. Енді баяғыдан неміз бар ғой, ортада бір контакт бар да. Байланыстарыңыз бар күшті. Я вот как раз, когда вы говорили, я хотел задать вопрос про то, что только ли извне только наполняется. Вот вы сразу ответили. Тут второй вопрос. Мне кажется, да, есть родители, которые вот не наполняют, или наоборот, что-то другое там делают. Но сейчас, кажется, вот есть поколение родителей, которые сами были детьми, условно, в 90-х. Сейчас они, наоборот, в другую крайность ушли. То есть у них нету проблем с любовью. Они любят. Но из-за этого ребенок, наоборот, портится. Вот я не знаю, это точно как будет на русском, но... Избалованность. Да, избалованность. Вот это вот. Наоборот, ребенок становится избалованным. А что тут делать? То есть в основном в школах, особенно в частных школах, я вот вижу больше вот эту картину. То есть родители, когда вот наоборот, если можно так сказать, переизбыток этой любви. Что можно в этих случаях сделать? Я не верю в переизбыток любви. Это не та любовь. Вот представьте, есть в душе сосуды у ребенка, да? Есть сосуды, которые должны наполняться обнимашками, словами теплыми, да, жилсюздермин, подарочками и так далее, да, разные там, поддержка. Но теперь, что делают современные родители, которые говорят, мой ребенок избалованный? Они этого не дают. Они дают только подарки. Вот тебе хорошая школа, какой-нибудь там Хейли Берри, хай-тек. Вот тебе хороший телефон, хороший планшет, хорошая одежда, вот тебе водитель, машина, вот тебе аниматоры. Все, иди. Да? Этот сосуд наполнен, здесь пусто. Там, где сосуд обнимашек, разговоров, да, поддержки, веры, он пустой. Здесь переполненный. Здесь жажда. И ребенок говорит, мам, пап, типа, что такое, типа, что-то не хватает ему. Он не понимает, это же не область разума, это область души. Он что-то не то, короче, это как в пустыне. Жажда мучит. Он говорит, мам, су бернешь? Ему говорит, на, сникерс. Ты же любишь сникерс, хороший сникерс. Он такой, жажда ушла? Еще хуже стало. Он говорит, что-то вообще плохо. Он говорит, ё-моё, неблагодарный, на, торт держи, торт.
Вот тебе Наполеон какой-нибудь. Он такой, еще хуже стало. Жажда вот здесь, а его кормят вот здесь. И потом говорит, ты какой-то избалованный. А может быть, не нужна эта хай-тек школа или Хэлли-Берри. Может, ему не нужны эти кроссовки за 200 баксов. Может, ему нужно, чтобы мама прогулялась с ним в парке, а папа посидел, просто пообщался, сказал, обнял, сказал, балам, мен сен жақсы көрем, я горжусь тобой. Может, вот это ему не хватает. А папа ему все вот так откупается, все как будто бы делает материальное, и говорит, ты какой-то избалованный, неблагодарный. Чего тебе не хватает? Мы для тебя все сделали. Здесь, да, здесь даже перебор. Здесь уже сосуд уже полный, как вот желудок вот перекормить, он полный, уже не в кайф, уже вред уже это. Также здесь вред. А здесь пусто. Поэтому избалованных не бывает. Бывает неправильно проявленная любовь. Не те сосуды наполнили. Ему не хватает, чтобы мама просто пообщалась с ним. Обняла перед сном, сказку рассказала, да? А те, чтобы сказала просто пару теплых слов. Бесплатные вещи, да? Бесплатно. Даже ақшаш керек жоқ. Это все бесплатно. Поэтому избалованных я в это не верю. Поэтому Перелюбленных я тоже. да? Да, я не верю. Как так получается, что родители не чувствуют вот этот голод ребенка? То, что у него нужда не в этом, а в другом. Почему мы, например, родители вроде... Потому что, мы опять же, должны- это не область разума, это область сердца и души. Вот, почему мы не чувствуем наших детей? Потому что сердца чертовы стали, Мгм. каменные стали. Мы перестали жить чувствами. Мгм. Мы только логикой. Мы как компьютер. Рационально. Рационально. Так, тамағы бар, крышасы бар, сабағы бар, мектеп жақсы. Ақшасы Не бар. керек оған басқа? Все вроде с точки зрения логики бәрі бар. Да. Что еще надо? А область чувств закрыта. Мгм. Чувство не пропускает. Здесь зачерствело все, каменное. Да. Родители не проявляют чувств. Они не плачут. Они не радуются искренне. Мгм. Они вот так, сабақ істедің ба? Мама істедің ба? Так, нормально все, а? Все. Нету искренности, нету разговоров по душам. Поэтому они не чувствуют ребенка. Когда у них сердце закрыто, у ребенка сердце тоже закрывается. Мгм. Мгм. Тоже черствеет. Теперь, чтобы сердце ребенка открылось, и чтобы он что-то понял, надо, чтобы наше сердце открылось. Чтобы мы друг друга поняли, мы должны сердца свои открыть Мгм, чуть-чуть, мгм. смягчить их. Мгм. Вот почему у меня на тренингах постоянно плачет. Я подсаживаюсь к родителям, начинаю общаться, а они плачут, короче. Я говорю, давай, ты ребенок, а я родитель. Мгм. Говорю пару слов, и они плачут. Я говорю, что плачете? Она говорит, мне так никогда не говорили, папа с мамой. М. Со мной так никогда не разговаривали. Взрослый дядька плачет. Мама, взрослая такая, успешная женщина, плачет. Я говорю, вот поговорите через сердце, там аргументы не нужны будут. Он говорит, вот, он не убирается, не помогает, в телефоне сидит. Я ему и так объясняю, YouTube показываю, ролик показываю, то вредно, это нельзя. Я говорю, это логика, не надо логикой Мгм. воспитывать. Мгм. Воспитывайте сердцем. Я говорю, представьте, вы ребенок, и я говорю пару слов. Я говорю, Балам, сделай, пожалуйста, ради меня, я прошу тебя. Она говорит, хорошо. Я говорю, о, сделайте, сделаю. Аргументы были? Не было. А что было? Не знаю, вы как-то сказали так, захотелось сделать. Я говорю, потому что я говорю отсюда. Дети, они эмпаты, они чувствуют. Мгм. Если отсюда сказать, они сразу примут, скажут, хорошо, мамочка. Сын мне 3 года, Димаш, бегает, шумит, мы сидим, чай пьем с женой, а он в зале что-то бегает, шумит, играет. Я говорю, Димаш, иди в детскую, иди туда, не мешай. А он не слушает. Я говорю, Димаш, шумишь, иди отсюда, иди туда. Сижу с женой, чай пью, хочу Мгм. нормально пообщаться. Не слушает. Потом говорю, Димаш, келші маған. Он говорит, ау. Я говорю, я прошу тебя, сходи, пожалуйста, туда. Я так хочу с мамой поговорить. Он говорит, а, ты меня просишь? Ну ладно. Взял игрушку и побежал. Ты, говорит, меня просишь? Хорошо. Я попросил его. А до этого я требовал. М. Это был приказ. Иди туда. Уйди, не мешай. Приказ отсюда. Просьба отсюда. Мгм. Поэтому наша проблема, что сердца у нас закрыты. Поэтому почему у меня вот на тренингах кайфуют родители? Они приходят поплакать. Все плачут. Мужики плачут, женщины плачут. Я говорю, классно. Как имам Газали говорил, слезы – это омовение для души. Мгм. Это как дарит для души. Мы же дарит берем для тела. А как душу почистить? Вот когда мы плачем, мы, кажется, очищаем. Бір кісі айтып еді, жылай алмағаным үшін жылағым келді дегендей. Жылай алмайтындар да бар. Жылағым Қатып қойған. келді ма? Жыламадым. Поэтому полезно плакать. Мгм. Я с детьми плачу тоже иногда. С сыном лежу, Аташку вспоминаю, вот Аташка такой-то был. Он говорит, да, я помню. И я раз и слышу, он плачет. М. И я тоже плачу. Я говорю, что ты плачешь? Он говорит, я скучаю по Аташе. Я говорю, я тоже по папе скучаю. И вдвоем сидим, обнимаемся, плачем. Ему 5 лет, и мне 36 лет. Казалось бы, что отец ноет? Мгм. Мы плачем вместе. Почему нельзя? Можно плакать.
Надо плакать. Мгм. Надо плакать. Чувства. Раскрывать себе чувства. Рахмет. Ана мысалдарыңыз не екен? Қарапайым, түсінікті, күшті. Вы случайно не знаете Артема Соловейчика, Мгм. сын Симона Соловейчика? Да. Вот, стиль повествования очень похож. Я видел его выступление, да. Асекеннің несі күшті, ана подача, преподнести дейді ғой, жеткізе білу. Иә, тамақты дұрыс ұсынсаң да, Иә. тәтті тамақ дұрыс ұсынбасаң да жемейді ғой. Мынандай, енді сіз тәрбие мақсатына қатысты білмеймін. Тура осы кеңестеріңізді сыныптың ішінде қарап көре аламыз ба? Вот есть преподаватель или учитель. Как он может все вот это реализовать? Все вот эти советы. Пару примеров, может, пару, не знаю, советов. Сіз Асекеге айттыңыз Жоқ, или ортақ. ортақ қой. Енді былай айтқанда мен енді сыныппен менен өзім мұғалім болып көрген жоқпын. Мгм. Бірақ сіздер енді мұғалім біріктіресіздер ғой, тәрбиеші болып көрдім. тәрбиелейсіз. Тәрбиеші, куратор, Мм. ментор болып көрдім. Менде ешқандай не жоқ, андай шаблон жоқ. Мгм. Қызық болды. Вообще маған жалпы бала кезден адамдармен тек қана сөйлесу, араласқан, олармен сөйлескен ұнайды да. Содан деп ойлаймын, менің ана бүкіл жүріп өткен жолымда барлығы неме, андай общениеге қатысты салалар болған да. Командамен жұмыс істеу, адаммен жұмыс істеу, короче. Мынау Gallup деген тест бар ғой, естіген шығарсыздар. Сол жерде де мысалы менде андай девелопер деген талап бар. Мысалы адаммен жұмыс істесем, ол адамның несін ашқым келіп тұрады. Мысалы өзімнің ойымдағы шаблонға емес, ол қай жаққа келіп тұр, одан қолына не келеді деген сияқты. Бірақ ол қалай пайда болады? Сол тестте де көрсетілген ана 4 блок бар ғой тестте. Strategic thinking, адамның жаңағы мозг мәселесінде, ақыл мәселесінде ойлануы, relationship building бар, коммуникация адамның полный жаңағы. Одан кейін жаңағы несі бар, executing таланттар бар, орындаушылық таланттар, influencing әсер етуші деген сияқты. Сол таланттардың бәрі группировкасында бүйтіп шығарады тестте. Бірінші адамның әрекеті қалай көрініс табады. Менде бірінші relationship building тұр. Мен мақсатсыз адамдармен араласа беремін да, сондай бар да менде. Ол да неде көрініс тапты? Оқушылармен жұмыс істеген кезде бір не жоқ, расчет жоқ, есеп жоқ, просто балалармен диалог, әңгіме айту. Қалай, сен неге қызығасың, ол неге қызық, андай әңгіме, менде де болған бала кезде, просто жаңағы қарым-қатынас. И қарым-қатынастан жаңағы баланың әрқайсының өзінің несін тани бастадық, ерекшеліктерін. Мына балаға есік мына жерде екен, примерно да, мысалы. Мысалы ол қатты, скажем, жаңағы футболға қызығады, сонымен ауырады, мысалы да. Футболға мен қатты қызықпаймын. Бірақ сол үшін, сол балаға жол табу үшін, сол футболдан бір-екі нәрсе оқып аласың. Соған қатысты бір нәрселерді, ол қызғадау деген нәрселерден бір нәрсе. Бір жеке жол сөйлескен кезде, мен өткендегі ана матчта ана мықты теуіпте, деп жаңағы әңгімені айтып қаласың, ортада бір барьерлер сразу жоқ болып кетеді да. Бір жаңа андай пятибалльный отношение көтеріліп кеткен сияқты боласың да. Ағай, сіз көрдіңіз бе? Көрдік, осындай деп. Хотя не көре салғансың ғой, жаңағындай болады. Матчтан кейін кішкентай бір 5 минуттық не болады, не обзор ма как? Типа сондай мысалы, әртүрлі балаға әртүрлі не, мысалы біреу өнерге жаңағы музыкаға қызығады, біреу анаған қызығады, біреу тарихқа, біреу анаған деген сияқты. Сөйтіп балаға жол табу үшін әртүрлі нәрсені бүйтіп по чуть-чуть не істеп, общение. Былай айтқанда, енді сол баланың ішіне үңілу үшін деген сияқты неде сол жұмыс істедім. Мысалы мен жеке өзімде балалармен просто қарым-қатынас. Кейде қазір адамдардан мындай да болып кеткен, не только балада, адамдармен араласып шай ішіп сөйтіп жаңағы кездескен кезде адамдардың бәрінде андай ой болып тұрады. Бұл менімен не үшін танысып жатыр? Мысалы, не үшін кездескісі келіп жүр? Бірдеңе сұрайын деп жүр бұл. Или бір жерге мен шақырайын деп жүр деген сияқты да. Болады екен көп адамдар. Мен кейде қызық просто сұраймын да. Кейде даже кейбіреу прямой сұрайды да. Сіз менімен жолығып шай ішіп жатсыз, уақыт арнап жатсыз, бір не бар ма дейді да, ар жағында бір көздеген бір нәрсе. Жоқ, мен просто маған қызық араласып енді сұхбат, интересно, ондай адамдар бар ма қазір? Қазір де балалармен сұхбат құрасыз ба, құрмайсыз ба? Енді шынымды айтсам, қазір соны сағынып жүрмін. Біз енді қазір өзім директорларға да айтамын да, мектепте. Шынымды айтсам, өзім кезінде директорлықты сағынамын да. Таразда 4 жыл директор болғам. И менде андай айттым, 400-500 баладан 1000 балаға дейін көбейттік. 1000 бала болған кезде мен түсіндім, что физически уже үлгермей атқанымды. Бірақ 500 бала, 600 бала болғанға дейін мен стабильно айына әр сыныппен
жеке жолығатынмын ше. Кәдімгі еще жай ғана жолығу емес, қалайсыңдар деп өту емес, жинаймын кәдімгі. Сөйтемін да енді өзімше бұларда айту керек, бұларға жеткізуім керек деген бір тақырыптар болады ғой іште. Мысалы қарым қатынасқа қатысты, анаған қатысты, бір нәрсеге қатысты, бір аргументтер, ғылыми нәрселер емес, просто инсайттар, өзімнің түйгендерімді. Соларды кішігірім тақырып қылып жинап қоятын, соны бір жылдың ішінде олармен жинап бөлісетінмін ғой жаңа. Олар сұрайды, сұрақ жауап қызық жаңа былай айтқанда. Мен содан кәдімгідей ләззат алатынмын да. Маған қазір сол жетпей жүр. Негізі оны өзім де байқап жүрмін. Бір тақырыптарды қайтадан жинақтап, қайтадан толықтырып, оқушылармен бәрібір жолығып тұру керек сияқты. Енді біз қазір менеджерство, основном жаңа сыртқы мәселелермен айналысып кеттік қой. Ақша тарту, ұйымдастыру, мектеп ашу, жаңа андай-мындай. Ол жақта да адамдармен қарым-қатынас, бірақ оқушылар сияқты емес та. Әрине ол жерде деловой отношение, жұмыстық отношениелер. Бірақ оқушымен жаңағыдай просто қарым-қатынас, сөйлесу, олардың әлеміне үңілу қызық негізі. Баланың мәселесін, баланың тәрбиесінен жалпы бүйтіп орталарда көбінесе әйел адамдар көтереді ғой. Мұғалімдер ол әйел адамдар андай бір. Бұл тақырыпты ер адамдармен талқылаған басқаша екен де, сезім тұрғысынан бүйтіп андай. Ер адамдар жиналып бұл мәселені көтеріп жатқандағы. Енді бізде көрермендер, педагогтар деп сенемін мен. Соларға бір мынандай қолданбалы кеңестер бере аламыз ба? Какие-то вот прикладные советы, что они могут сделать, условно, после просмотра. Вот, делай это, там, может, посмотри какие-то фильмы, лекции, может, какие-то книжки порекомендуйте. Бүгін алып істеп кететін, хотя бы бір әрекет, бір амал. Не істеулеріне болады? Асеке айтсын. Асеке де жететін сияқты. Или давай мен список перезлайын. Представьте примерно ситуацию. Вот, молодой педагог, он только пришел в школу, еще, может, сомневается, может, он хочет уйти, то есть из школы в бизнес, может быть. Или вот отсутствие системы в школе его как-то вот отвергает. Может, родители как-то на него не так смотрят. Вот представьте, вот такой ситуации и прям ему совет. Совет короткий или можно подлиннее? Можно подлиннее. Да? Да. Тогда как раз на прошлый ответ и на этот вопрос два в одном. Значит, Пестолоцци, кажется, сказал, тоже классик педагогики, говорит, в любви ребенок достигает 2 раза больше. В любви. Да? Я эту фразу дополнил и сказал так. В любви ребенок достигает 2 раза больше, а в страхе 2 раза меньше. Теперь, что есть в образовании? Есть 2 подхода. Авторитарный подход, такой жесткий, через власть, через страх, через контроль, подчинение. Есть гуманный подход, через принятие, через любовь, через вдохновение. Вот теперь как это можно сравнить, да? Может быть, слишком жестко, да, но вот авторитарный подход я сравниваю с подвалом. Вот представьте, вот, например, есть дом, вот этот дом, короче, да? И вот внизу, вот здесь подвал, например, да? Вот так ощущается авторитарная педагогика. В подвале как? Там сыро, там страшно, там темно, да? Там как-то некомфортно, хочется быстрее убежать оттуда. Ты как будто в тюрьме. И теперь представьте, этот ребенок пришел с этой авторитарной системы в школу, где его встречает учитель, гуманный учитель. Теперь сразу его переделать ребенка, как бы перевоспитать на эту систему сложно. Поэтому я для себя выработал 3 ступени. Если ребенок был здесь, в подвале, грубо говоря, у него за этот год, 2, 3, 5 или там за 7 лет уже сформировалось рабское мышление, психология подчинения. Тыныш отырып, тыңдап, ешне сұрама, айтпа, делай то, что тебе говорят. Будешь плохо вести, будешь наказан. Все, он скованный. Эмоции не проявляет, чувства не проявляет, вопрос не задает. Теперь, когда он приходит в эту школу, где учитель, первый уровень, вот первый этап, надо его освободить. То есть он пришел как будто с цепями. Надо сказать, тебе можно быть свободным. Радуйся, смейся, плачь, бегай, прыгай. Первый этап – показать ему, что ты свободный человек. Это не важно, какой класс. Не важно, какой класс. Я это практиковал с начальными классами. В подростковом я практикую в лагере. Я говорю, вы свободны. Вот ко мне на 7 дней приезжают, я говорю, можете не ходить. Что хотите, то делайте. Но я хочу с вами пообщаться. Первое – освободить. К чему это может привести? Это может привести к хаосу. Дети начнут шуметь, кричать, бегать, прыгать, танцевать, на полу лежать. Да? Ну как бы это же страшно. Как это? Как быть? Поэтому здесь очень важно качество сабр. Проявить терпение.
они себя так будут вести не потому, что они сумасшедшие психи, а потому что это накопленные эмоции, которые выплескиваются. Наконец-то можно. Теперь, когда они повыплескивали эмоции, они такие, все, хорошо. Смотрят на учителя, а учитель улыбается и смотрит на них. Реально учитель освободил нас. Можно быть таким, какой есть. Классно. Теперь второй этап. Когда они почувствовали себя свободными, теперь учителю важно проявить свою любовь. Полюбить детей. Всех. И двоечника, и отличника, и такого, и сякого. Полюбить, безусловно, безвозмездно. Но здесь тоже нужно сабр, терпение. Если ты любишь детей, в какой-то момент дети полюбят тебя взамен, в ответ. Искренняя любовь всегда ответит искренней любовью. Но опять же, сабр, кто-то через день ответит, кто-то через полгода, кто-то через год скажет, агай, слушайте, вообще красавчик, уважаю. Да? Второй этап, значит, полюбить. И третий этап, это вдохновить. Вот теперь он готов учиться, он готов говорить о смыслах. Он свободен, его любят и принимают. И теперь мы говорим, вообще зачем учеба? Осы математика не үшін керек? Тарих не үшін керек? Физика, химия. Давайте вообще подумаем о смыслах. Ради чего? Вот я нашел свой смысл. Я это делаю, потому что... И начинаем говорить. И дети такие, да, наши типа, нифига себе, вот оказывается, Альбек ага, почему это делает? Почему школу открыл? Ради нас открыл. Машину продал, свою квартиру продал. Болды ғой солай сізде? Айтпасаңшы деп. Страдал столько, чтобы у нас все было хорошо. Алибек ага, мы думали, вы миллионер, миллионы долларов зарабатываете, а вы, оказывается, только вкладываете сюда. Столько еще проблем, и вы это делаете ради нас. Алибек ага. Алибек говорит, я хочу, чтобы вы выросли новым поколением, элиты нашей, интеллигенция, чтобы ты был как Маржакуб Дулатов, а ты был как Абай, а ты был как Шакарым, а ты как и так далее, да? И они такие, в нас верят, нас вдохновили, мы будем учиться. Нас освободили, нас любят и нас вдохновили. И теперь они будут учиться в 2 раза лучше, в любви. Но тут, опять же, самое главное качество – сабр. Если сразу они пришли из авторитарной системы в 7 классе, например, да? И сразу, давайте, вы должны, может быть, не поверят. Что-то тут подвох пар, какая выгода? Что-то тут чай со мной пьете, зачем пьете чай? Для чего? Я вам не верю. Какой-то вы хитрый. Вы не можете просто так делать. Поэтому нужно вот пройти этапы. Дать возможность проявить эмоции, чувства. Показать, что я люблю тебя. Таким, какой ты есть. Я вижу в тебе поэтический взгляд. Я вижу в тебе взгляд художника. Взгляд будущего честного президента. Взгляд ученого. Да? Улыбку актера. Движение танцора, музыканта, еще кого-нибудь. И потом вдохновить его этим. Это займет какое-то время. Я помню, у меня же была школа в Атырау и в Алмате. В Атырау каждый месяц летал. Начальные классы шумят. Учителя говорят, невозможно с ними, типа, как быть? Вроде гуманная педагогика, вы нам запрещаете ругать, а как не ругать? Мы и так, типа, держимся, но не можем, типа, вот. А мы же гуманная школа. Тем более Атырау. Атырау идет. Я говорю, давайте, ну-ка, соберите мне. Собрали актовый зал, большой зал. 120 детей, начальный класс. И учителя, типа, думают, ну, сейчас посмотрим, что будете делать. Я говорю, дети, а давайте покричим там. Девочки есть, девочки, да, мальчики есть, да, а теперь вместе, И они начинают шуметь, кричать. Я говорю, давайте пошумите, как хотите. Они такие, с ума сходят. Учителя, глаза круглые, типа, мынау қуады ма асхат ағай не істеп жатыр? Хайвай, шумят, кричат на весь зал. Учителей уже все это, уже, короче, передергивает. Минут 10 они покричали. Я говорю, а хотите, я расскажу притчу, интересную сказку? Они такие, хотим. И сели такие, и слушают. Вот так поближе сели, и я сел тоже на пол, сижу, идите ко мне ближе. Они встали с места, сели вокруг меня, и я говорю шепотом, была вот такая история. Собрались все животные, и вот они начали, и они сидят слушают. Полная тишина в зале. И они час сидели, слушали, как я рассказывал им сказку, притчи. И там был смысл, там про глухую лягушку, про то, как важно верить в себя. Потом они ушли, пришли родители, они говорят, что вы там детям рассказали? Целый час ребенок про какую-то лягушку рассказывал. Что за урок у вас был про лягушек? Я говорю, ну вот, ребенок рассказал, да, вот, видите, он зажегся. И теперь я приезжаю через месяц, они говорят, наш школьный папа приехал. И бегут, обнимают, папа, наш папа. Они маленькие, там, 2, 3, 4 класс. Школьный папа, я думаю, для меня самый этот.
почетное звание, школьный папа. И на меня запрыгивают, что-то там, говорит, учителя говорят, болмайды, это Асхат ағай, ты же құрылтайшы ғой, ты же основатель. Я говорю, пусть прыгает, ничего страшного. Они меня повалили, там что-то там борются со мной, я такой, короче. Вот это важно. Не быть строгим учителем таким вот авторитарным. Если к вам пришли в школу, надо его освободить из подвала, из тюрьмы выпустить, дать ему свободу, полюбить и вдохновить. Но ключевое качество – это сабр, проявить терпение. Сразу не получится, быстро не бывает. Быстрых результатов вообще не бывает в педагогике. Нужно проявлять терпение столько, сколько нужно. И тогда будет, иншаллах, классный результат. И в любви этот ребенок в 2 раза больше достигнет. И олимпиады выиграет, и проект научный защитит, и экзамен сдаст, и на грант поступит, и все сделает. Просто потому, что учитель любит. И вдохновляет. Вот такой вот чуть-чуть длинный, но совет. Ну, мне кажется, такой содержательный, полезный. Что? Қосасыз ба бірдеңке? Қосайын деп. Енді біз енді в основном неде жүрміз ғой, сол менторстводан бастадық, кураторлықтан ары қарай директор болып кеттік, ары қарай дальше өзіміз управляющий, дальше там мектеп ашып кеттік деген сияқты. Бірақ жалпы түсінгенім, өзім балалармен жұмыс істеген кезде, сосын жалпы дәл қазір ағартушыларға, ұстаздарға айтуға, не айтуға болады, қандай кеңес істесе, мен былай айтқым келеді, что мынандай бір неден бастайын, оқиғадан. Оқиға дегенде бір қисса ғой. Дәрігер мен ұстаз, мұғалім спорт етіп қалады ғой. Дәрігер айтады, ой, денсаулық болмаса ештеңе керек емес, өмірдегі ең маңызды мамандық ол специалист бізбіз деген сияқты да. Сен ауырып тұрсаң ештеңе керек емес саған деген сияқты. Бірақ шындық қой тоже. Есть доля правды мысалы. Ұстаз айтады, енді адам қараңғы болса, надан болса, невежество да, мысалы, не болса, бүкіл бәленің басы сол деген сияқты. Екеуі спорт етіп тұрады, соның үшінші адам мынаяқтан как третий лицо айтады да, давай мен айтайыншы. Айт дейді, давай. Енді әркім өзінің позициясын қорғап отыр ғой, все-таки. Жақсы айт. Все-таки бәрібір мұғалім маңызды дейді да, жаңағы ұстаз маңызды дейді. Неге деп дәрігер сұрайды, сен қателессең, сенің қателігің жердің астына кетеді дейді. А мұғалім қателессе, оның қателігі жердің бетінде жер басып жүреді дейді. Все-таки бәрібір мұғалімнің жауапкершілігі жоғары. Яғни оның әсері, былай айтқанда. Өткенде бір жерде оқыдым, что бір мұғалім егер өзінің еңбек жолында дипломын алып, жас маман мұғалім мектепке кіргеннен зейнетке шыққанға дейін алдынан 3000 оқушы өтеді екен. Статистика бойынша 3000 оқушы, ол жай ғана бір сағатта ғана кездесетін оқушы емес. Бір 2 жыл ма, 1 жыл ма, 3 жыл ма өзінің пәнінің программасы бойынша сабақ береді. Ол қанша адамға әсері болатындығын түсінсе ғой деген нәрсе ғой, былай айтқанда. Енді әрине біздің қазіргі бүкіл обстоятельствоны, елімізде болып жатқан нәрсені, бүкіл біздің тәуелсіздіктен бастап, тоқырау уақытта не бар, былай айтқанда, енді баланың білімі, тәрбиесі емес, жан бағу болды ғой, енді былай айтқанда 2000-ға дейін, 2005-ке дейін да, одан кейін барып қазір ғой біз оянып жатқанымыз. Баланың қарны тойды, көйлегі көк, қарны тоқ. Енді бұл кім вообще деп, кім болайын деп отыр бұл деп, енді ойланып, ата-аналар, саналы, сауатты ата-аналар баласына дұрыс нәрсе жасауға, дұрыс орта тауып беруге, дұрыс білім ордасын тауып беруге, дұрыс ұстаз тауып беруге тырысып жатырмыз да, мысалы, енді оянып жатырық деп айтсақ болады. Ал оған дейін де мұғалімдердің келген адамдарды қарайтын болсақ, кезіндегі 91 жыл тәуелсіздік алғаннан кейін мұғалімдікке келгенде мен қателесуім мүмкін, енді сөз тиіп кетпесін деп отырмын, бірақ 91 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін білім саласына мұғалімдікке сапалы адамдар келген жоқ та. Баяғы біздің ата-аналарымыздың көзқарасында сен қоғамда состоятельный, дұрыс статустағы адам болып өмір сүру үшін юрист болуың керек, жаңағы экономист болуың керек, финансист болуың керек деген сияқты, нефтяник деген сияқты. 91 жылда көп сапалы адамдар, оқушылар, жаңағы жастар сояққа кетті да. Содан деп ойлаймын, біздің финтехтан мықтымыз да, может да, заңнан мықтымыз, күрделі деп па. Каспий мысалға не істеп тұр, әлемде рол модель болып тұр деп айтсақ болады да. Ал бұл салаға өңкей, былай айтқанда, ұбт-дан құлап қалған, төмен алып қалған, уақытында жаңағыдай түсе алмай қалған басқа мамандыққа адамдар келді да, көбінесе. Және ең арзан мамандық университетте мұғалімдік болды негізі.
еще жаңағы біздің қарапайым Балл да ең төмен. да, былай айтқанда енді мен қоғамды слойға бөліп жатқан жоқпын, бірақ адамдардың несі болады ғой енді, дәрежелері как потенциальный, непотенциальный, средний статистический, осындай деген сияқты. И білім саласына в основном былай айтқанда басынан бастап қалап, жан дүниесімен қалап, мен ұстаз болғым келеді, менің әкем ұстаз болған, анам ұстаз болғандар деп өзінің қалауымен келгендер аз болды да негізі. Бұл салаға жаңағыдай басқа баратын жері жоқ болып, басқа оқу орнына түсе алмай қалғандар көбінесе келді да негізі. 300 мың теңге тұрды ғой жылына педагогикалық университеттер, институттар мысалы 300 мың теңге ата-анаға. Ауылда да жанды әңгімелер болады. Мұғалімдікті оқып ал, өлмейсің. Қай жерде болса да әйтеуір жұмыс бар. Бір жаққа келін болып кетсең де, бір жаққа тұрмысқа шықсаң да сол жерде әйтеуір мектеп бар, кіріп аласың. Деген сияқты енді өкінішке орай бұл ащы шындық қой енді болған қоғамда. Бұл да жамбағу болды былай айтқанда. Қаншама аналарымыз саудаға шығып кетті деген сияқты да. Енді сөйтіп сол этаптан әйтеуір аман өттік қой қазір негізі. Шынымен сөйтіп қарайтын болсақ, қазіргі біздің алдымызға келіп жатқан кезінде сол 2016-15-терде сол 10-11 сыныптармен айналысып жүрген кезде сол балаларды оқытқан мұғалімдердің көбісі сол мұғалімдер еді да негізінде. Сол былай мысалы менің математик досым бар, класстасым. Ол өте андай рожденный математик та, басынан бастап математик болғысы келетін. Айтады, біз университетте оқығанда 25 адам оқыдық группада, соның бір 3-4 ғана шығар шынымен математик дейді да, педагог, математик, и шынымен сол салаға заранее басынан бастап қалап келген. Қалған 21 это наугад просто арзан мамандық, просто грант соған шыққан, түсіп кеткен деген сияқты. Енді өзің ойла дейді да, қазір мен айтайын саған, группамызда дейді 25 адамның 25-і де мектепте жұмыс істеп жүр. Мен мынандай не қылып жатқан жоқпын, тіл тигізіп жатқан жоқпын, құдай сақтасын. Наоборот, мұғалімге жете алмай жатыр қой қазір. Мен просто түсіндіргім келген, енді үндеу ғой, енді пайдаланып айтқым келіп жатқаны. Жауапкершілікті сезінсе екен деймін да. Ол қай пән мұғалім маңызды емес. Ол мұғалім шынымен өзінің алдындағы әрбір аманатты қой, былай айтқанда, әрбір аманатты сезініп, сол баланы жаңа сіз айтқандай шырағын өшіріп тастамай, бар шырақты ары қарай жағып, ары қарай ұмтылдырып, ішіндегі несін от алдырып деген сияқты шамшырағын жағып, сол бір іште дерт болса, сондай бір ниет болса мұғалімдерде, ұстаздарда, қалғанын барлығын үйреніп алуға болады деп ойлаймын. Методиканы үйренуге болады, ананы инструменттердің көбісін үйренуге болады. Бірақ іштегі ядро, іштегі ниет, аманат, сол жауапкершілік сезінсе, қалғанының барлығы алдынан өзі шығады деп ойлаймын да негізі, ұстаздардың негізінде. Өйткені бәрі соған байланысты сияқты. Біз мектеп ашамыз, жарайды, ұйымдастырамыз, ақша тартамыз, инвестор тартамыз. Ол басында жасалатын жұмыстар да. Ары қарай мектептің, жай сөз емес қой, мектептің жүрегі мұғалім деп жай карантинде көрдік қой. Даңғарадай 6000 квадрат мектеп, бала болмаса, мұғалім болмаса, оның мән мағынасы жоқ, пустой болып тұрды да. Мысалы, ішіне жаңағы душа беретін сол баланың дауысы, шулағаны, олардың эмоциясы, жаңағы одан кейін мұғалімдердің солармен бірге өткізген сәттері бәрі сол бір несі да, мәні да соның. И сол жауапкершілік болса деп ойлаймын. Мысалға, дәл қазірдің өзінде бір не бар ғой, кезінде Баянауылдан қанша 21 академик шыққан деп жаңағы баянауылдықтар мақтанады екен да, жаңа арғындар в основном да, может не знаю, арғын. Соңғы обратно сұрақ бар екен да сол кісілерге. Бір айтып жатыр бір кісі. Неге қазір шықпай қалды ол сол Баянауылда? Сол жерде болса мәселе, сол территорияда болса, сол мекенде болса, неге қазір шықпай қалды Баянауылдан академиктер да? Мәселе ол жерде емес дейді да. Мәселе адамда, мәселе ұстазда. Қаныш Сәтбаев мысалы өзі сондай попитка алған, сондай ішінде жаждасы бар, ниеті бар, былай айтқан жанып тұрған адам, жылда барып, даже ашаршылықтан кейінгі жылдары дейді, соғыс кездерінде, соғыстан кейін ғылым академиясы маяқты ашқан кезде, историясын бәрі өте көп, конечно, қандай этаптардан өтті ол кісі. Жылда барып көзінде оты бар балаларды просто алып кетеді екен пойызбен. Сөйтіп үйіне әкеп жатқызады, пока 2-3 ай үйінде жатады, оларға пока нелер жаңағы спонсорлар тапқанша, қамқорлар тапқанша жаңағы ақшасын төлеп, оқуын төлеп. Сондайлардан шыққан академик қой негізі. Бір адамның әсері да. Енді біз солай сезіне алсақ, әр адам, әр ұстаз солай сезіне алса, шынымен алдына келген әр баланы бір андай айтуға болады, бір робот емес, басқа емес, бір тұлға ретінде көру ғой. Негізі осы нәрсені айтқым келеді. Бір андай көп не қылмай, осы нәрсе болса, главный фундамент іштегі бір жанып тұрған ниет болса, жауапкершілікті, аманатты сезінсе деген сияқты. Сосын енді өзіміздің тарихымызға, тамырымызға дейді ғой,
тоже бір үңілу керек сияқты. Ұстаздарға соны да айтқым келеді. Мысалы мен соңғы 1-2 жыл сол нәрсеге қатысты кішігірім, енді қатты басыммен кіріп жатқан жоқпын, бірақ қолым тигенде бір зерттеуге тырысып жатырмын. И қазір Асеке айтып жатыр, гуманный педагогиканы біздің де ата бабамыздың жасап өткен бала тәрбиесіндегі, отбасы құндылығындағы, школадағы бір киіз үйдің ішіндегі дүниенің бәрі ұқсайды да. Негізі айтады, әлемдегі күшті дүниелердің бәрі негізі түбінде ұқсайды бір-біріне. Жақсы дүниелердің барлығы, адамзат үшін пайдалы дүниенің бәрі түбінде ұқсайды. Просто термин басқа болуы мүмкін, айтылуы, жеткізілуі басқа болғанмен негізі бір точкадан келіп жатыр бәрі деген сияқты. И сол жерде де негізі қарап отырсақ, біздің өзіміздің ұлт ретінде де ұлттық кодымызды зерттеу керек сияқты да. Осы территорияны зерттеу керек сияқты. Біздің школаны зерттеу керек сияқты да. Біз батыстан алуға тырысамыз, анаяқтан алуға тырысамыз, еліктедік, әр жерден по чуть-чуть алып жатырмыз, бірақ андай бір оригинальный, оригинал бірдеңе шықпай жатыр да. Андай мысалы жапондар бірдеңені әйтеуір өзінен шығарды, шықты, бірдеңе анаяқ шығарды, шықты да, мысалы бірдеңе шығарып жатыр мысалы. И шынымен жаңа сіз айтқандай рол моделдер біздің тарихымызда толып тұр. Біз ана ММА-дің ана чемпионына қызығамыз, мысалы мен өткенде бір картина жүр ғой, ана Бөгенбай батыр атамыз мысалы қанша 100 жекпе-жекке ма шыққан, ешқайсысында жеңілмеген да. Ол еще өмір мен өлімнің арасындағы тәуекелдер мысалы да. Нағыз кумир сол деген сияқты да. Мысалға оңтүстік Корея қанша өздерінің тарихынан қазып тұлғалар, рол моделдер шығарамай, Жумоңды шығарып, ананы шығарып, мысалы андай рол моделдер жасап тарихи кино түсіріп жатыр ғой. Мысалы бізде толып тұр. Немесе Америкада ондай геройлар жоқ. Марвел полный жаңағы андай геройлар жасап жатыр, чтобы рол модель ретінде деген сияқты. Біздің жаңағы тарихымызда небір рол моделдер, бер жағы бізге жақын алаш сиялылар, ар жағы кете береді да. Мысалы даже бір ғана сөзбен аяқтайын ойымды. Біздің шынымен ұлт ретінде де, қоғам ретінде де, бір тұлға ретінде де планкамыз дейді ғой, жаңағы қойған бір биігіміз, ұмтылып жатқан неміз сөзімізден байқалады екен де, түсіп кеткен екен. Мысалы біздің кез келген, мен марқұм ата әжеміз солай айтты да. Мысалы біз онымен бірақ кейін оқып зерттеген кезде таңғалдым. Бізде кез келген ата әженің в основном қазақ семьяларында баласына, немересіне айтатын сөзі мынандай да: қайда жүрсең де аман бол дейді. Негізі ол тілек, дұға, ол өте планкасы төмен дейді да. Негізі сен кім болсаң да, былай айтқанда в общем ешқандай пайдаң тимейтін, әйтеуір бір кто болсаң да бір аман жүрші деген тілек та. Бұл негізі мынау неден кейінгі аумалы төкпелі заманымыз бар ғой, ашаршылық бар, басқа бар, репрессия бар. Содан кейінгі біздің целіміз аман қалу болып кетті дейді да. Біздің целіміз әйтеуір аман қалу. Содан шыққан не ғой бұл дейді да, жаңағы тілек. Тілек, дұға, біздің планкамыз түсіп кетті дейді да. Оған дейін негізі біздің қазақтың осы территорияның балаларына, ұрпағына айтатын тілегі басқаша болған. Ол болмаған дейді оған дейін. Оған дейін не бар бол, не жоқ бол деген жестко не болған дейді, андай планка болған дейді да. Не бар бол, не жоқ бол деген нағыз профориентация екен. Кейін зерттеп қарасаң, ол бүйтіп айтып жатқан жоқ. Сен әкім бол, не жоқ бол деп жатқан жоқ. Сен юрист бол, не жоқ бол деп жатқан жоқ. Ол оған бар бол деп тұр да. Сен мамандығыңды өзің таңда. Юрист боласың ба, болыс боласың ба, жаңа қалай айтуға болады, өнерге барасың ба, бірақ бар бол деген сен бірінші дұрыс адам бол. Сол мамандығың, сен сол инструментің, таңдаған жолың, сол сенің адамдығыңа жұмыс істеу керек. Сен бір тұлға болу керексің, сен кәдімгі бір із қалдыру керексің деген сияқты планкада бар болу, былай айтқанда. Бар бол, бай бол деп бізде тілектер бар қазақта. Немесе жоқ бол деген сөз. Ондай болмасаң, онда қоя ғой деген сияқты ғой. Бірдеңе істеп кет мына жалғанда, бір жол қалдыр, пайдаңды тигіз, кәдімгі бір қалай айтуға болады, бір андай волна жаса деген сияқты ғой. Твори, но дұрыс жағынан, конечно, да. Осындай бір планкамыз жоғары болған территорияның ұрпақтарымыз ғой негізі, бірақ шаң басып қалдық қой. Ол да бар, шындық. И вот осы нәрсені бір байланыстырсақ, күшті нәрсе сияқты да. Қай бір жыл 2021 қателеспесем, Бахрейннен бір араб ұлт не келді, семья келді, династиядан, жай кісілер емес. Сөйтіп біз мектептерімізді аралап жүрміз, сол кезде айтады, өздерінің тарихтарыңды қаншалықты зерттеп жатсыңдар деп сұрақ қойды да. Енді былай көріп отырсыз, енді стеналарға оюлар сап қойдық, тырысып жатырмыз деп. Ол онымен өлшенбейді, ол басқаша деген сияқты. Сонымен айтады да, бір мысал келтірді, маған қатты өтті. Садақ дейді да. Сен мына садақты қаншалықты артқа кересің, оғың соншалықты алысқа ұшады. Тура солай сен өзіңнің тарихыңа, прошлойыңа қаншалықты үңілесің, сен болашаққа солай атасың дейді да.
енді оны сен өлтіріл жоққа шығара алмайсың ғой тарихта. Прошлыйымызды жоққа шығара алмаймыз, зерттеу керек та, былай айтқанда бір осындай тонкий нәрселер сияқты байланыстыруымыз керек. Конечно, бұның бәрі енді бір ойлар, қазір енді бір ұлтымыздың несі бір оянып жатқанда сияқты бар сезілімдер болады енді айналада, киімнен болсын, анадан болсын, әйтеуір бәрі тырысып жатыр ғой, бірақ соны бір андай қатты жүректі айнытып жібермей, бірақ бір кішкене ақырындап бүйтіп зерттеп, оны бір методологиясын қарап, ананы қарап, бүйтіп бір кішкене алып келу керек сияқты да. Рахмет. Мұғалімдер соған тырысса дегенім ғой енді. Бағана басында сізде тақырып не болады деп сұрадыңыздар ғой. Енді әдетте біз алдын ала бүйтіп барғанда бір өте сирек бір тақырыпты бекітіп, сол тақырыптың аясында ғана жүретініміз. Егер менен сұраса, мына сұхбаттың тақырыбы не болды десе, мен үшін қарым-қатынас болған сияқты. Қарым-қатынас туралы болған сияқты. Қарым-қатынастың өте бір қарапайым құру, біз ойлайтындай бір міндетті түрде бір күрделі қарым-қатынас құру емес. Яғни әсерлі, терең қарым-қатынас құру. Және осы жерде педагогтар бізде адамды адам ететін құрал да сол қарым-қатынас екенін ұмытпаса. Бір немен аяқтағым келіп тұр. Гарвард университетінің зерттеуі бар, 80 жылдан астам уақыт жүргізіліп жатқан, өмірдегі ең маңызды мақсат деп ізденген екен. Сол кезде түбінде осы қарым-қатынасқа келіп тіреледі. Сол кезде айтады, жаңа зерттеудің жетекшісі, сонша жыл зерттеп, осыншама ақша құртып тапқандарың осы ма, онсыз да түсінікті емес па ол деген сияқты ой болуы мүмкін ғой дейді. Бірақ қарым-қатынасты ол ауа сияқты дейді. Біз таусыла бастаған кезде ғана іздей бастаймыз дейді. Бар кезде бағаламайсың, құмтамайсың, андай бір лас ауа болса да жұтып жүре бересің деген сияқты ғой. Мен енді әдеттегідей алғысым шексіз сіздерге келгендеріңізге, уақыттарыңызды бөлгендеріңізге. Сол уақыттарыңызға сай дүние бере алдық деген уайым болады үнемі іште. Көрермен, сіздерге рахмет. Сіздерге де сол осы құртқан уақытыңызға сай қызмет көрсетілген болса қуанамыз. Олай болмаса жазып кетіңіз, олай болса да жазып кетіңіз комментке. Айтылған дүниелердің бәрін бұйырса біз сол сілтемеде төменде қалдырамыз. Баршаңызға рахмет.